Қайырлы күн, жерлестер, қайырлы күн, жиынға қатысушылар. Бүгін ауданымызға GPS-10 компаниясының басшысы Марат Мырза келіп отыр. Келу себебі тұрғындар тарапынан малға салынатын GPS аппаратының істен шығуына байланысты тұрғындар тарапынан шағым түскен. Осыған орай осы жиынға бәріміз жиналып отырмыз. Бүгінгі жиынға қатысып отырған Мақат ауданының прокуроры Бақтияр Мырза бар, және GPS-10 компаниясының басшысы Марат Мырза қатысып отыр, және де мына жерде ветсансының басшылары бар, мамандарымен. Ал одан ары қарай сөз кезегін осы мәселені көтеріп жүрген ауданымыздың азаматы, Ақиқат қоғамдық қорының төрағасы Ғазиз Жолдасұлына сөз кезегін берейік. Ары қарай өзіңіз жалғастырарсыз. Қайырлы күн, құрметті шаруагерлер, қайырлы күн осы жиынға қатысушылар, және осы Мақат ауданына келген қонағымыз GPS-10 компаниясының басшысы Мұрат Аманғалиев мырзаға рахмет айтамыз. Осы халықпен, шаруагерлермен кездесуге біздің мәселеміз бойынша. Сонымен қатар, бұдан бұрын өздеріңізден шағым түскен шаруагерлерден, ол шаруагерлердің шағымын осы аудандық прокуратураға, ішкі істер органдарына жолдағанбыз. Сол бойынша міне жергілікті атқарушы органмен, қоғаммен, осы құзырлы органдармен бірлесе жұмыстар жүрді. Нәтижесінде міне Астанадан осы GPS-10 компаниясының басшысын шақыртып, осы жерге халықпен кездесуге шақырып отыр. Яғни қазір енді алға қарай осы қоғамдықтың осы кездесудің хаттамасы жасалады. Осы кездесудің төрағасы Берік Кенжеғалиев мырзаны, сосын хатшысы хаттама жасалады. Сол хаттама бойынша ары қарай сіздердің пікірлеріңіз, компанияның пікірлері, соның бәрі қағазға түсіп, ары қарай тиісті нәтижесі болады деген сенімдеміз. Сонымен қатар, мына жерде жаңа бір ескере кетейік. Мен бұны әдейі мәселе қылып айтып отырмын. Мына жерге қазір құрметті прокурор, шаруагерлер қол қойып отыр. Бұл енді қағазды қазір былайда бұрмалайтын заман болды қазіргі таңда. Кім қалай бұрмалағысы кетсе де. Сондықтан бұл ертеңгі күні ешқайда бұрмаланып кетпеу керек. Бұл қағаз қол қойғасын жерде шаруагерлердің бір нәрсеге келсеміз деген сияқты. Сондықтан бұл тек қана мына GPS-10 компаниясының кездесуіне келіп мына қатысып жатырық деген дұрыс па, жігіттер? Сондықтан мен басын ашып отқанымыз ғой, құрметті прокурордың көзінше заңмен біздер зайырлы мемлекетпіз, сондықтан заң бойынша жүруіміз керек осы мәселені. Енді алға қарай, құрметті прокурор, өзіңіз ары қарай жалғастырыңыз, сосын ары қарай GPS-10 компаниясы бар, мына өзіміздің шаруагерлер бар, әлде шаруагерлер тыңдаймыз да бірінші. Сондықтан ары қарай жүре берейік. Содан кейін ескерте кететін жағдай, осы жиналысымыз GPS-10 мен біткеннен кейін өзіміздің осы Мақат ауданының ішкі жиналысына тарап кетпей қалуларыңызды сұраймыз. Осы өзіміз аудан деңгейінде өзіміз басқа жиналысымыз жалғастырып кетеміз. Рахмет. Ең бірінші сіздерге рахмет айтқым келеді. Ғазиз ағамызға рахмет айтқым келеді. Осындай жиналысты ұйымдастырып жатқан себебі осы Ғазиз ағамыз осындай әңгімені, осындай мәселені көтеріп жатыр дегесін байланысқа шығып не істейміз деген уақытта жиналыс жасайық деп келісіп, осы бүгінгі бәріңіз жиналып отырсыздар. Мына шаруада жүрген азаматтарға да, мына үкімет жағынан да бізді келіп осы жерге қатынасып отырған баршаңызға көп рахмет айтам. Енді жұмысымызды бастайық. Біз келген міндетіміз, мақсатымыз осы трекерлердің сигналдары келмей, сол халықтың жаңағыдай кішкене ашу жасында келтіріп жатыр. Себебі енді малын бағып отырғаннан кейін жеңілдеп қалды ғой мал. Енді соны қазір таба алмай, соны кішкене қиналып отқанын байқап отырмыз, біліп отырмыз. Жұмыс жасалып жатыр ол жөнінде. Енді айтайын сіздерге, мына біздер GPS-10 компаниясының мына жерге келіп отырғанда, бұл трекерді бұл Қазақстанда сатып отырған, енді бізден де басқа компаниялар бар еді. Мен сіздерге айтып едім, оларды шақырыңыздар, бірге осы жерде выступать етейік деп, бірге халықтың алдына шығайық деп. Өткен былтырғыда мен Атырауда жасаған уақытта келмеді ешкім. Мына жерде енді көріп отырған жоқпын, тағы да келмеген сияқты басқа компаниялар. Келмеді ме Ғазиз аға? Басқалар келмеді, болды. Енді
трекер жөнінде айтайын бастап. Мына күн тәртібіне жазып қойдық қой, келгеннен кейін белгілі бір жүйеде болсын әңгімеміз деп. Бірінші сұрағымыз GPS трекер деген не? Соны түсініп алайық әуелі. Біздің халықтың арасында қазір GPS трекер деп айтпайды, GPS деп айтады, дұрыс па? Дұрыс. Оның себебі, мына трекер жұмыс жасау үшін GPS-тің сигналы ауадай қажет. Ол егер сигнал болмаса, ол орнын анықтай алмайды. Солай ғой? Иә. Енді ол анықтау үшін оған сигнал келу керек, GPS-тің сигналы. Ол спутник аспанда ұшып жүр. 31 спутник аспанда ұшып жүр, мысалға. Трекер өзінің тұрған жерінен кемінде 3 спутниктен алу керек сигнал. Ол мына жерде тұр, жерде тұр. Спутник, трекер ана жақтан алады, ана жақтан алады, ортасынан тұрып өзінің геометрияның заңдарын пайдаланып, өзінің жаңа келген сигналдың уақытына байланысты тұрған орнын анықтайды. Содан кейін оны алады да Global Star өзінің жаңа сигнал беретін компаниясы бар ғой, Global Star мен жазылып тұр. Сигналды алады да соған жібереді. Бұл трекер істейді соны. Батареясы дұрыс болса, су кіріп кетпеген болса, дұрыс орнатылған болса, осындай шарттар орындалса, онда ол сигналдық жаңағыдай орнын анықтайды, спутникке жібереді. Ал мына жерде біздің енді трекер тек қана Атырау немесе Ақтөбе болсын емес қой, бүткіл Қазақстанда мал бар, бүткіл облыстарда соны пайдаланып отыр. Барлық жерде пайдаланып отыр. А неге проблема тек қана мына жерде? Мына Ақтаудың шеті, Атырау, Ақтөбе. Осы Ақтөбе биылдан бастады. Себебі GPS сигналдар блокировать етіліп отыр. GPS сигнал блокировать етіп отқан кім екенін білесіздер. Мысалға Ақтөбеге неге бастады биылдан бастап? Себебі биыл осы күзден бастап нефтянка Орскі, Оренбург жарып жіберді, білесіздер ғой? Бомбалап жіберді. Сондықтан олар сояқты қорғай бастады. Енді Ақтөбеде басталды. Ал мына жерде сіздің қасыңызда Капустин яр бар. Каспийде қаншама калибр ұшатын нелер жүр. Кемелері жүр, орыстардың. Базалары бар, қаншама осы Волгоградтың өзінде НПЗ-лары бар. Солардың бәрін қорғайды олар. Сондықтан олар бірақ қорғағанда тек қана өзінікін қорғап нету үшін ол мощный жаңа сигнал жібереді. GPS-тің жаңа спутниктердің сигналымен бірдей сигнал жібереді. Оны білдіреді. Сондықтан сіздердің трекерлеріңіз өзінің дұрыс орнын анықтай алмай, қатемен анықтайды да, спутникке қатемен жеткен трекер сигналы. Оны спутник алады да жой жібереді, жерге ештеңе түсірмейді. Бірақ ол жай жой жібермейді. Ана әрбір трекердің өзінің жаңа каналы бар ғой, сол каналға жазып қояды. Адам бір ошибка келді, екі ошибка келді дейді. Ол мысалға сигналды жібере береді, жіберген сайын бара береді спутникке. Сосын жаңағы каналы толып қалады ошибка. Сол кезде оны спутник блокировать етіп тастайды. Сосын сіздерден ана рестарт жаса деген сигнал аламыз ғой біздер. Анда отырған жігіттерге жібересіздер. Содан кейін кейде бір-екі сигнал келіп қалады рестарттан кейін. Ол неге келеді? Себебі сіздердің трекерлеріңіздің жаңағы каналын ашады рестартта. Ашады да, онда келесіде сигналдар қабылдай бастайды. Бір қатесіз келген сигнал келіп қалса, солды көресіздер. Ал тек қана қатемен келіп жатса, онда көре алмайсыздар. Ол бір. Екіншіден трекердің жағдайына қатты көңіл болу керек. Ол уже мына жерде жаңағы бірінші сұрақты айтқанда, екінші сұраққа өтіп кеттім де жаңа мен. Екінші сұрақта GPS сигналдар трекердің жұмысында қалай әсер ететінін түсіндіріп өттім ғой. Сұрақтарыңыз бар ма осы жөнінде? GPS сигналдың трекердің жұмысына тікелей әсер ететінін келісесіздер ғой соған? Қазір деген жалпы айтқанда, Маке, бұл сигнал тек қана біздерде GPS One-ға келмей тұр ғой, бірақ наматқа келіп тұр анық. Наматқа уақытымен келіп тұр. Неге сол GPS-ті біздердің түсінбейтініміз, мына GPS One-ға келмейді, наматқа сигнал уақытылы келеді. Ол бірінші сұрақ ол сізге. Екінші сұрақ, манағы наматтың несіне спутнигіне ауыстыруға келе ме біздің GPS-тер? Бірінші әуелі мына екінші сұраққа жауап берейін. Екеуі сәйкес келмейді. Екеуінің спутник екі түрлі. Екеуінің жұмыс жасау протоколдары әртүрлі. Бір-біріне сәйкес келмейді, олар ауыстыра алмайсыз. Наматқа келетін себебі, енді бірінші сұрағыңызға көшейін, оның келетін себебі, оның антеннасы үлкен. Көрген боласыз, салыстырып да. Несі жаңағы смартфон сен мынадай болса, намат мынадай. Дұрыс па? Үлкен. Оның антеннасы үлкен. Оның алгоритмі басқа. Ол тек қана GPS-қа байланбайды. Ол басқа алгоритмдермен орын анықтайды. Оған GPS бар ма, жоқ па, көп разницасы жоқ оған. Ол сондықтан оның алгоритмі вообще басқа. Ол жаңартылып біздің Қазақстанда AG Development деген компания шығарған. Оның жағдайды біліп отыр. Және осында Атырауға ең бірінші бізді Қазақстан бүткіл жерінде жаңа тест жүргізген уақытта Атырауға да, Ақтөбеге де жіберді, Ақтауға да жібердік.
тамаша көрсетті өзі. Конечно, батареясын көбірек жейді, себебі ол енді ана GPS-тен тікелей анықталмағаннан кейін көбірек батареясын жұмсап, орнын анықтауға көп күш жұмсап қояды да. Мысалға 6 айдың орнына ол 4 ай жасап сөйтіп жатыр. Мына жерде. Ол мына басқа Қазақстанның өңірлерінде 6 айдың орнына 7 ай жасап жатыр мысалға. Сондықтан ол әр жердің, мысалға сіздердің именно қазіргі жағдайларыңызға байланысты солай жұмыс жасап тұр. Сұрағыңызға жауап бердім бе? Жауап бердіңіз, иә. Рахмет. Енді бар ма, иә? Иә. Енді қараңыз. GPS сигналдарының енді тұрақты келу үшін не істеу керек екенін айттым ғой жаңа. Ең бірінші сіздің қолыңыздан келетіні тек қана батареясы дұрыс болу керек, су кірмеген болу керек, дұрыс орнатылу керек. Басқа сіздің қолыңыздан ештеңе келмейді. Менің де қолымнан ештеңе келмейді. Трекер жұмыс істеп тұрады. Именно мына жерде ол біріншіден жаңа орын дұрыс анықтау керек, ол үшін GPS спутник керек, соның сигналы. Оны сіздер ешқайдан ала алмайсыздар, мен де ешқайдан ала алмаймын. Оны именно сол осы жерде жасамай тұрған трекеріңіз бәрі жағдайы жақсы болса, басқа жерге апарсаңыз істейді. Солай ғой, басқа облыстарда істейді, ол проблема жоқ. Енді екінші мәселе, біздер енді бос отырған жоқпыз ғой, бұл мәселені қазір мен сіздерге мына жерде компьютерім бар, соған кіріп көрсетейін сіздерге. Мынадай біз хат жаздық. Көріп тұрсыздар ғой, министрге. Біз былтыр жазғанбыз, 18 мартта. Міне, тақырыбын көріп отырсыздар. Көрініп тұр ма? Иә, енді жалпысы енді мен сұрағаным, осы жаңа GPS сигналдарды біліп отырмыз ғой, қайдан келіп тұрған, неге бұндай болып тұрғанын. Ресей жағы блокировать етіп отыр ғой енді. Сол үшін біз министрден жауабын күттік. Міне министрдің де жауабын алдық. Міне. Дейтін болса, бұны да береміз сіздерге. Біз бос отырған жоқпыз, енді осымен айналыстық, енді қолымыздан келетін істеп көрейік. Міне, мынадай несі бар артында. Мына кісілердің телефондарын алып сіздерді хабарласуларыңызға болады. Ол бұл кісілер айтады, бұл жерде жаңа мына Орал облысында әр жерлерде осындай станциялар қойдық дейді. Сосын осындай жаңағы әртүрлі басқа да жаңа нелерді ұсынады, GPS-тен басқа. GPS-тен басқа системаларды ұсынады. Олар істей берсін, бірақ біздің ол именно мына Smart One C трекеріне көмектесе алмайды ешқандай. Себебі ол именно Smart One C трекері жаңағы GPS-тен сигнал алып, сонымен жұмыс жасауға арналған. Ал жаңағы айтып отқан намат, ол жаңа басқа системаларды пайдалана алады. Сондықтан оған сигнал келеді. Түсінікті ғой енді да? Айырмашылығы. Иә. Енді мен сіздерге айтайын. Сіздердің тарапынан қандай көмек бар осы GPS-тің жаңағы блокировать еткен орыстарды жұмысын нетуге жаңағы блокировать еткізбеу үшін? Сіздің қолыңыздан келмейді ол. Менің де қолымнан келмейді. Үкіметтің тарапынан келмейді. Себебі оны Трамп басқара алмай жатқан, тоқтата алмай жатқан соғысты сізбен біз тоқтата алмаймыз оны ешқашан. Және былтырғы келгенімді айтқанмын мен. Былтырғысында. Қашан түзеледі дегенде. Соғыс бітпей, түзелмейді. Соғыс біткеннен кейін де ито сол күні бітіп, сол күні түзеліп кетеді деген емес. Қай уақытта анау жаңа блокировать ететіндерін қояды, сол кезде ғана түзеледі. Қазір мен сізге тағы бір осы мәселені көрсетейін мына жерде менде. Бәріңіз самолетпен ұшасыздар ғой, білесіздер ғой да? Мына флайт радар деген бар 24. Қай жерлерде блокировать етіп жатқанын көрсетеді. Бұл енді жаңа блокировать еткен Ресейден алынған информация емес, ұшып бара жатқан самолеттердің берген информациясы. Сондықтан бұл жерде кішкене толық емес. Бірақ енді жалпы самолет жиі ұшатын жерлерде көрінеді. Міне, қараңыз. Флайт радарға кіресіздер, 24 деген флайт радар адрес тұр ғой, жоғары жақта. Соның үстінде GPS Jamming Map деген бар. Специально мынау швейцарская компания международный, сол көрсетіп отыр мына жерде. Енді қараңыздар мына жерде. Танисыз ба мына жерлерді? Ұқсай ма Каспийге? Көрдіңіз ба? Енді, общем, мынау әр күнде өзгеріп тұрады. Себебі самолеттің ұшқанына байланысты, олардың берген сигналына байланысты қай жерде блокировать етілгенін көрсетеді. Мысалы, мына жерде мен самолет ұштым, мына жерде көп ұшады ғой, значит. Көп ұшса, мына жерде көбірек информация береді. А мына жақтарда ол көп бере алмайды. Себебі біздің Қазақстан үшін анда-санда бір самолет ұшады. Солай ғой. Сондықтан мына осы жерден көре аласыздар. Қай жерлерде блокировать, мына Каспий тұрған мынау. Мынау біздің Атырау жақтар, мына осы жерлер. Қазір енді мына жақтарын блокировать етіп жатыр, ана Ресей жақтың мына жақтарын. Сондықтан енді бұл біздің қолымыздағы нәрсе емес. Біздің қолымыздан келсе, біз баяғыда оны түзетіп қоятын едік. Бір менің қолымда не тұрса, жаңа соғыс тоқтата қояды немесе орысқа қойдыра қояды. Дұрыс па? Сіздердің де қолдан келмейді ол. Енді мен енді сіздер мына жерде көп отырсыздар ғой, бәріңіз жиналдыңыздар.
бір бастан гөрі екі бас жақсы дейді, одан гөрі 30 шақты бас жақсы. Мүмкін сіздердің бір ұсыныстарыңыз бар ғой, қалай жақсартуға болады бұл GPS-тің сигналын? Болса айтыңыздар, оған да жұмыс жасап көрейік. Бізде өзің ертең бір емес, кәсіпкер өзің осыны. Мен есімім Марат болады. Мен есімім Марат болады. Менде кәсіпкер, осы мал ұстаймыз, шаруашылық GPS пайдаланамыз. Осы құрылғыны мысалға сіз айтып отырсыз, мана басқа GPS адамдары жоқ деп отырсыз. Сіз өз уақытында мысалға жарнама жасадыңыз, солай ма? Бұл көпшілігі сізден алды бұл құрылғыны. Себебі жарнаманы жақсы жасадыңыз. Сол себептен сізден алды. Біздер құрылғыны алдық, біздер дәлше істеу үшін ойластырмаймыз. Себебі сіз сол кезде айтқансыз, мен проход боламын, сіздерге сигнал әкеліп беретін мен боламын. Біздерде тек обслуживание бар дедіңіз, нөмір бердіңіз, солай ма? Сигнал келмеді ма, проблема жоқ, бізге хабарласыңдар. Біздер реттеп береміз дедіңдер. Ай сайын ақшаларын төлеп отырыңдар дедіңдер де, солай ғой. Келісім солай болды ғой. Енді біздер алдық, GPS жасамайды. Енді бізден не сұрайсыз сіз? Біз сізден сұраймыз ғой. Сіз бізге сигнал әкеліп беріңіз. Біз ақша төлеп отырық. Қаншама қаражат шығарып отырық. Біздер құрылғыны алдық сізден. Енді сіз тапқан жоқ емес, таптыңыз сіз. Сейт келіп тұр. Енді соны неге реттеп бермейсіз? Мына құрылғының ішіне салуға келмесе, или ауыстырып беру деген сияқты жолдарын неге қарастырмайсыз? Біз сізден алдық қой, қаражат бөлдік. Енді сіз бізге проход жасап беріңіз, біз сізге қараймыз. Біздерде анаған біз араласа алмаймыз, біздердің мамандарымыз әртүрлі мына жерде отырған. Сіз бізге проход жасап беріңіз, сізден сұрайтынымыз сол. Біздер соған еңбегіңізді беріп отырық, ақша төлеп отырық. Солай ма, қаншама қаражат төлеп отырық. Соны әдемі түрде, лайықты түрде жасап берсеңіз, бізде проблема жоқ. Сіз мысалға бір сатыда мынау келмей жатыр, соғыс себептер болып жатыр. Жақсы, ол менде сізіне проблема емес дегенмен, бірақ сіз проходта в ответтесіз ғой, мәке. Солай ғой. Солай. Енді сіз таптыңыз. Бұл шешімін таптыңыз. Бірақ не? Мына товарлар өтіп кетті. Енді мына товарлар тағы өткізейін деп отырсыз да, көрдіңіз бе? Мына товарды неге күш салмадыңыз? Жақсы, ол келмеді ме? Ана товарды неге обновлять етіп бермейсіз? Біз жай ғана жатқан жоқпыз. Біздер ай сайын ақша төлеп отырық қой, мәке. Соны реттеп беріңіз сіз. Обновлять етіп беріңізші, жаңа сатыға шығып жатсыз ба сіз? Бізде де шығарыңыз соған. Біздер де ақша төлеп отырық қой себебі. Соны реттеп беріңіз, ол бізде не сұрайсыз? Біздер түсінбейміз. Мына жерде көпшілік түсінбейді мынаны. Сұрағыңыз түсінікті, енді мен жауап берейін. Қараңыз, бұл мәселе бүгін басталған мәселе емес. Былтыр ноябрьдің уже аяғынан басталды. Декабрьдің 21 күні тура осындай жиналысты мен Атырауда жасадым. Тура осы жағдайды түсіндірдім, бәріне айттым. Сол кезде айттым, мына соғыс бітпей, мына мәселе түзелмейді дедім. Сондықтан дедім, трекерлерді өшіріп қойыңдар. Қашан мына жағдай түзеледі, сол кезде қосып пайдаланасыңдар дедім. Мен түсіндіріп айттым ғой, анда-санда келетін. Жоқ, енді сіз өшіріп қойыңыздар. Себебі босқа ақша төлемеу керексіздер. Түсініп тұрмын. Біздер құрылғыны қосатып қоямыз ғой. Бұл құрылғы кетіп жатыр. Істен шығып кеткен құрылғыны сіздер қабылдамайсыздар мысалға. Жоқ, енді айтайын. Жасамай тұр дейсіз, ашасыз тағы бірдеме, одан себеп тұр. Сіз тауып аласыз да бізге аударып тұрсыз ғой, мәке, түсініп тұрсыз ба? Енді тыңдаңыз. Қандай кінәміз бар? Сіздің айтқан бойынша, инструкция бойынша жұмыс жасап жатырмыз ғой, бізге де сол керек жұмыс жасау. Бірақ әкем тоғырыз, манағыдай ішіне ылғал кіреді дейсіз, анау дейсіз, мынау дейсіз, бізге аударып тастайсыз. Енді мен ана GPS-терді алып қазір сақтап қоятын болсам, ол ертең істен шығып кетеді. Вообще пайдасы дұрыс, егер дұрыс жауап қойсаңыз, ешқандай іштен шықпайды. Міне қараңыз. Біз айтып отырмыз, тек қана Атырау мен Ақтөбеде жұмыс жасап отқан жоқпыз. Бүткіл Қазақстан бойынша жұмыс жасап отырмыз. Бүткіл Қазақстан бойынша баяғыда 19 жылдан бері алған адамдардың трекерлер жасап жатыр. Енді көпшілік болғаннан кейін арасында істемейтіндер, сынып қалатындар, су кіріп кететіндер бар, енді ондайлар болады. Бірақ енді оған гарантийный случай болса, мысалы, ол алғаннан кейін жаңағыдай өзін-өзі істемей қалса, онда біз гарантийный случайды гарантияның ішінде өзгертіп ауыстырып береміз. Сөзсіз. Ал егер су кіріп кетсе, немесе сынып қалса, оған біз гарантийный случай істеп бере алмаймыз. Ол бір. Екіншіде, мына жерде қазір форс-мажор деген бар. Менің жаңағы қолымнан келмейтін сырттағы күштерге байланысты болса, мысалы қазір мынау соғысқа қатысты болып тұрған нәрсе. Соғысқа қатысты нәрсе болғаннан кейін сіздер де оны жапа шегіп отырсыз, мен де жапа шегіп отырмын. Сондықтан мен сіздерге айттым, босқа ақша төлемеңіздер. Мен бұны сөйтіп айтқан уақытта, мына батыс өңірін сөндіріп қояйық деген уақытта осындай сөйлеп адамдар болды шыққан. Біздің дейді, хотя бы айына 1 рет, 2 рет сигнал соғып қалса, соның өзінде малының бағатын біліп отырам. Сондықтан мен пайдалана берем деді. Олай болса жақсы дедім, өздерің біліңдер.
пайдаланатындар пайдалансын, пайдаланбайтындар өшіріп қойыңдар дедім. Мен міне тағы да қайталап атам, тағы айтам қайталап. Сигналдарыңыз келмей тұрма, трекерлеріңіз өшіп қойыңыз. Босқа сигнал келмей тұрған нәрсеге ақша төлемеңіздер. Қайталап айтам тағы да. Өткен жолда айттым, осы жолда айтам. Енді оған мысалға микрофоныңыз сөйлеңіз. Микрофон бар. Мен атым Ануарбек. Мына мен қойын деп жатқан сұрағым, сіз мана трекерді сөндіріп тастады дейсің ғой. Енді екі демалыста бір келеді, бір демалыста бір келеді. Енді сіздер соны реттемейсіңіз бе? Например, ақшасы бар емес пе? Күніне, например, сигналдың өзінің суммасы бар алып отырған сіздердің, дұрыс па? Енді сол ана қалған соғылма қалған күндердікін кейін манағы алдында бір осындай бір случай болды ғой. Бір 2 ай ма бір ай несін берді ғой мана үлгетін, что трекерге ақша төлемейтіндей болып. Сондай шешуге болмай ма? Енді оны сіз айтпай отырсыз осы жерде. Ол историяны айтып өтейін сіздерге. Ол басында былай болды. Мына Ресейде тұрған станцияны, наземный станция бар емес пе? Біздің Қазақстанның сигналы Ресей арқылы келетін еді. Соғыс басталғаннан кейін келді де, сол Ресейде тұрған станцияны жапты. Сол кезде біздің сигналдар тоқтап қалды. Қиындық болды. Содан кейін барып, анда-санда келіп жүргенде, сол кезде мына Түркиядан және неден ашты? Франциядан ашты 2 станция. Солар арқылы алатын болды да түзелді. Вот сол кезде станцияны жапты ғой, глобалстар. Сол үшін олар компенсировать етті. Енді мына жерде глобалстардың кінәсі оның трекер істеп тұр, спутник істеп тұр, наземный станциялар істеп тұр. Олардан біз енді компенсация ала алмаймыз. Бола екен? Болады. Ассалаумағалейкум. Мақат ауданының Атырау облысының азаматтары. Менің атым Жұмагерей, Мағзомұлымын. Мен де осы жігіттер сияқты кәсіпкермін. Бұл енді Мәкеңді біздер білеміз. 24 жылы ноябрь айында мен өзінің офисіне барған болатын. Сонда екеуміз танысып сөйлестік. Содан бері осы бір айқай 2 жылға созылды ғой, әлі келе жатырмыз. Сондықтан бұның енді шешімін тауып, нүктесін қоятын мезгіл болған сияқты. Осы біраз осы қызылкеңірдек болдық. Сондықтан мен айта кетейін, қазір осы жерден танитындарымыз бар, танымайтындарымыз бар. Мынау осы кісінің трекері. GPS, бәрің білесіздер. Дұрыс қой, мен алып келіп отырмын. Мынау қазір Намат деген шығарып отырған трекері. Бұл да осы кісінікі. Тағы да көрсетейін. Мына трекерлер біреу осы Мәкеңдікі, біреу Ерлан дегендікі. Біздер қазір Мәкең айтып жатыр ғой, мен тек қана өзіме жауап берем деп. Ол енді әркім кәсіпкер болған жерде әрбір адам өзінің сатқан дүниесіне жауап береді. Дұрыс қой жігіттер? Мәке, дұрыс қой да айту? Дұрыс. Сол кезде келген кезде осындай азымыз жиналыс өтті. 30 шақты жігіттер болдық былтыр желтоқсан айында. Онда да осы Мәкеңе біз енді біреуді мін тағайын деп не істейін деп келген жоқпыз. Онда да осылай келісімге келдік. 7.000-нан ба несін долларға байланысты ақшасын төленіп отырады ай сайын. Мен оны қайтып атаған жоқпын. Осы мына органның адамдары білсін, көрсін деп әдейі алып келіп отырмын осының барлығын. Сосын біз ай сайын төлеп отырған ақшамызды бұл кісі бағанағыдай осылай сигнал келмегендіктен ол төмен түсірді 2.500-ға дейін. Дұрыс қой айту, мен фактімен айтып отырмын, ешқандай қосып алу деген жоқ. Қазір мына Мәкең айтып отыр бейдеп, сол кезде өшіріп тастады деп айттым дейді. Ол кезде ондай әңгіме болған жоқ. Атырауда қатысқан жігіттер міне. Біз екеуміз қатыстық, осы жақта бар ма тағы да жігіттер? Біздер қатысып 30 шақты адам болды. Ол кезде өшіріп тастады деген жоқсыз. Видеода бар. Жақсы, оны жақсы, мен тек естімегенімді айтып отырмын. Одан кейінгі айтайын дегенім, енді біз бәрімізде бір мемлекеттің кәсіпкерімізде бір затты мен мысалға мал шаруашылығы тасымалдаумен айналысамын. Сондай А пунктынан Б пунктына апарып беру үшін мен қандай да бір кедергі болса жолда, мен сол кедергіден өтіп шығам, өте алмасам ақысын қайтып берем кері қарай. Дұрыс қой? Біз күні бүгінге дейін уже жыл жарымнан асып кетті ғой. Біз ақысын төлеп отырмыз. Ендігі қазір Мәкең бізге сұрақ қояды, кім
не істей алады деп. Бұның ішінде бұл құрылғымен ешкім айналысып жатқан ешкім жоқ. Осы кісінің өзі айналысады. Сол банаға. Бұл жерде тағы да айта кетейін, компас дейтін бар, сосын тағы қайсы бар, жол тап дейтін бар, сосын жөкей деген бар. 3-4 фирма бар. Бірақ айналып келгенде барлығы, құрылғылардың барлығы бұл кісі Америкадан алып отыр. Мен түсінікті болу үшін айтып жатырмын, ұзақтау сөйлеймін, бірақ түсінікті болсын деп отырмын. Бана Ерлан дегенден мен одан да алып отырмын. 1-2 трекерім содан, 2 трекерім осы кісінікі. Ол алып сатам дейді. Ол банағыдай рестатқа жіберем, тағы да бірдеме істеймін деп ол айта алмайды. Ол алып сатар. Алды, біреуге сатып жіберді, жауап бермейді ешқандай. Бұл кісі алады, банаға обновление жасайды, айырылып қалса үстіне қайтадан 6000 бірдеме ақшасын қосады. Дұрыс қоя, түсінікті солай айтуымыз. Айырылып қалған трекерге қайтып қостыру үшін қайтадан ақша төлейміз. Қайтадан қосылу үшін. Атырау жарықта да светті айырып тастаса қосқанға нетеді, сол сияқты бұл кісі сөйтіп алады. Енді қазіргі айтып отырған жігіттердің жан айқайы сол ғой. Ақша төлейміз, сигнал келмейді, айырылып қалады, қайтадан ақша алады. Бұл кісілердің барлығы да сол бір малмен жан тауып отырған, жан бағып отырған жігіттер ғой, барлығы да семья сырып. Сондықтан барлығына қалтасы соғады. Бұл бастаманы осы жігіттер болып, бәріміз чат құрып, осылай айтып отырмыз. Мына Ғазекен қазір мысалы осы міне кісілерді шақыртып, осы тағы да міне кездесіп отыр. Енді біз айтайын дегеніміз, біздің мына інім айтып кеткендей, біздің қандай кінәміз бар? Біз ақшаны төлеп отырмыз, сіз бізге қызмет көрсетіңіз. Басқа формула бар ма бұл жерде? Жоқ қой. Барлық адамда солай істемей ме? Дұрыс айтуым? Ақша төледік, қызмет көрсет. Қызмет көрсете алмадың ба? Онда басқаша қой. Енді келеді де бейдейді. Кеше 9 күні мен бір жол жүріп кетіп едім. Маған осы кісілердің өздерінің несі бар? Бана жауап беріп отыратын адамдары бар. Сол кісі маған телефон соғады. Жәке, сіз дейтін мына наматты мен август тамыз айында алдым. 5 айға жетті де аккумуляторы банағыдай отырып қалды. Сіз мынандай нені алғасын, мына трекердің ол Ерландікі ме, бана жол таптікі ме, басқаныкі ме дейді. Оны қарама дейді. 20 мыңға біз кері сатып аламыз дейді. Дұрыс қой айтуым да? Солай болды ғой. Мәке? Қазір айтам оны. Мен айтып болайын. Ал енді келемізде біз банағыдай ақшамыз төлеп отырған жерде бұл кісі сонда да солай айтты. Одан кейін айтты, мартқа дейін уақыт берші. Одан кейін сентябрьге дейін уақыт берші деді. Былтыр 25 жылға дейін. Уақытты беріп кәдір. Жігіттер ақшасын төлеп кәдір. Барлығы да көлігін құртпай, бензинін жоймай, малын тауып алғысы келді, ақшасын төлеп отырғасын. Дұрыс қой. Бәрімізде сигнал келді, шауып бардық, көрдік, қайтып келдік. Басын түгендедік. Бұл жерде ондай жұмыс жасалмай тұр, жігіттер. Бұл жерде оған ақша төлейміз, сигнал берілмейді. Айырылып қала ма, қайтадан ақша төлейміз. Енді келеді де, міне жігіттердің сомнениесі мынандайда да, мынаған сигнал келген жоқ ескісіне. Жаңаны міне мәкең өзім шығардым деп отыр, өздеріміз шығардық, біздің фирманікі дейді. Енді жігіттер айтады да, неге ол олай? Біз бұны неге бізге қазір сатып отыр, мынаны алыңдар, ананы бізге бер деп. Егер де ол құрылғы пайдаға аспайтын болса, оны неге 20 мыңға ол сатып алайын деп отыр? Қазір ойлап қарасақ. Біріншіден, екіншіден, бізге арыз талап бізде жоқ, бізде бір ғана сұрақ, ақшаңды алдың ба, бізге сигналыңды бер. Сосын бана ғана айырып қой деген нені, оны күні кеше ғана айтты. Біз жыл жарымнан бері осы неде жүріп қой, шыны керек. Сигнал келмейді, малымызды қарадымаймыз, боранды күндер ықып кетіп жатыр, ту сағызға дейін кетіп қалып жатыр. Кім барады оған? Ал сигналымыз болса, ақшамызды төлейміз, сигналымыз келмейді. Осы жігіттердің барлығының жан айқайы сол сияқты. Дұрыс қой, жігіттер? Ал мәке енді ана 9 ауыз сөздің 9-да толықтай түйіні бар дейді ғой. Сондықтан мына жерде біз енді сізбенен осы жерде міне заң органдары бар, әкімшіліктен бар, осы Ғазекеңдер бар, міне бәрі де отыр ғой. Осының нүктесі қоятын мезгіл келген сияқты. Неге десең, әлі де жігіттер, алдында да мен сізге телефон арқылы да айттым,
біз сіз сотқа береміз. Неге десең, сіз 1000-ға жақын адам отыр чатта. Сол адамның барлығы жан айқай. Сосын бұл кісі айтып отыр қазір, батыста анау мынау деп. Кеше түнде де шықты ғой, осы қаяқтан шықты? Бір жерден шықты ғой. Бізге де келмей жатыр деп. Жетісудан шығып отыр мысалы. Ол тек қана біздегі проблема емес. Ол осы Қазақстан бойынша проблема сияқты. Неге десең, Алматы облысынан шықты, Павлодар облысынан шықты алдында жігіттер, барлығы да бізге сигнал келмейді деп. Енді біздің айтайын деп отырған сөзіміз, бізге сигналымызды орнына қойып беріңіз. Әлде мына трекеріңізді сіз бізге банағыдай 20 мың демеңіз. Осы жігіттердің қалтасына соғылмайтындай қылып, 50%-бен бе, 70%-бен бе солай қылып беріңіз. Соғында ғана біздер нетеміз. Оған дейін біздер мысалға қазір осыған қанағаттансақ қанағаттанамыз, қанағаттанбасақ біз ары қарай тағы да сотқа беріп өзіміздің немізді нетеміз. Неге десең, біз аз ақша төлеген жоқпыз. Жыл жарымнан бері деген біраз ақша кетіп қалды шыны керек. Оның барлығы біздің еңбегіміз. Осы шапқылап жүрген. Әр адамның атасынан. Бірақ сіз соны алып отырсыз. Ешқандай ештемесіз. Ақшаны алып отырық шыны керек. Біз төлеп отырмыз. Ойбай, сен бана ана інім айтып кетті, мына жерде дұрыс айтты. Трекерге мысалға күніне 4 сигнал келу керек болса, 10 күнде 40, айына 120 сигнал келу керек. Айына 4 сигнал келе ме, кейбіреуіне вообще келмейді. Мен мысалға сентябрьден бері мен трекеріме келген жоқ. Мен ақшасын төлеп келдім кешеге дейін. Неге? Үмітсіз шайтанбыз. Сол үміттен қай жағынан шығып қалады екен малымыз? Аннан шығар ма екен, мыннан шығар ма екен? Сосын бана айтайын деп отырғаным, мәке. Осы жерде міне жігіттер азғантай ғана келді деп отырсыз ғой. Бұл жігіттердің барлығының мал шаруашылығы бар. Мал тастап кете алмайды. Малға 24 сағат қасында болуымыз керек. Сиырың бар, уақжандығың бар, басқасы бар. Сондықтан ол жігіттер жіпсіз байланып отыр. Оны тастап сізге келетін болса, ол малын кім қарайды? Суын беру керек, жемін беру керек. Сондықтан бұл жерде жалғыз осы 30 шақты адам емес, 40 адам отыр. Оның барлығы бана мал шаруашылығымен келе алмай жатыр. Сосын жердің шалғайлығына байланысты осы күннің осындай несіне. Сондықтан енді менің айтатыным осы жігіттердің атынан, Атырау облысының жігіттері, қаланың жігіттері бәрі айтып жатыр да, осыны бізге ретке келтіріп беріңіз. Басқа біздің сұрағымыз жоқ. Дұрыс па жігіттер? Ал, сол менің айтайын деген. Микрофон. Құрылғыны айырып тастаңыз деп отырсыз ғой, енді сигнал келмей жатыр деп отырсыз. Жақсы, енді ешқандай ақау болмайды деп отырсыз ғой. Сіз сол GPS-ті біздің сатып алған қаражатқа қабылдап, бәрін жазып қойыңыз. Ертең сигнал келіп, бәрі аяғасы басылғасын, біздер қайтып аламыз оны. Сосын біздер наматты алайық, пайдаланайық. Не проблема? Сізден аламыз ғой қайтып біздер. Біздер оны алып қойып, сатып аламыз, сіз проход жасап бере алмайсыз. Ене өрмейміз ғой, ертең намат отказ береді, намазды қойып қоямыз, тағы бір дүние келеді, оның бәрін жинап не істейміз біздер комнатқа? Ол біздер дейді конкретно ущербке түсіп отыр қой мына жерде. Наматтан да қазір дұрыс сигнал келмей жатыр. Мен екінші кеше сіздерге бір аптаның ішінде отырдық, неге салған жоқпын? Несе салмай тұрып, отырып қалып кері қарап кеттіңіздер. Оны бір ай болды, әлі маған кері қарай салған жоқ. Мен 99 мыңға алдым оны. Екіншісін кеше алдым ғой. Оны алған бойда мен ана Мейрамбектен опорный жігіт інім бар еді. Сол екеумізге екеуін бір-бірден алдық. Мына үлкен. 10 күн болған жоқ, мен жылқын таба алмай жүрмін. Уже отырып тұр дейді. Отырып қалды деп сообщение келіп тұр. Қарасақ, действительно отырып тұр. Кері беріп жібердік. Әлі күні бүгінге дейін мен ана айдың 23-інде беріп жібердім. Уже бүгін 22-сі. 29-30 күн болды. Әлі маған қолыма екінші трекерім 99 мың алған затым әлі келген жоқ. Сосын мына сигнал, бұдан да сол сигнал келмей жатыр. Әдемі келді 4 ай ма 5 айға жақын. Кеше соңғы айында келе алмай қалды. Келген жоқ. 4 күнде бір келеді, 5 күнде бір келеді. Неге? Бізге керек. Біз ақшасын төлеп отыр. Қазір міне жарнама жасап отыр жігіттер. Мен айтайын, міне мынадан да сондай ақау шығып жатыр. Мына інім айтқандай, мына біздер үйге апарып жинап қоймаймыз ғой, текшелеп. Оны бізге не керегі бар жасамайтын заттың. Сондықтан осында айтып кетіп отырған, мен неге десең пайдаланып тұрған адаммын. Пайдаланғасын жігіттерге мен дұрыс жағынан айтуым керек. Мені айтпай қалсам қазір айтады, жәке сіз неге айтпадыңыз деп. Міне жігіттер мен қолымда тұр. Мына августта алған пайдаланған затым. Мен 20-дан бері мына трекерді пайдаланып кеттім. Ал енді мен сұрақтарыңызға жауап берейін. Бірінші енді мына соңғы сұрақтан бастайын. Енді мен жаңа айтып еттім ғой әңгіменің арасында басында. Трекер, мына жаңа трекер. Ол жағдай, ескі трекерде сол. Жағдай, айналасындағы жағдайға қарайды. Мысалға сигнал дұрыс уақытында ала алды ма, ала алмады ма.
болмаса көбірек іздейді. Сондықтан 4 ай 5 ай жұмыс жасады деп тұрдыңыз ғой, да? Содан кейін нашарлай бастады. Ол дұрыс, себебі ана батарея жақсы кезде ол жақсы жұмыс жасайды. Ал енді сигналды таба алмағаннан кейін, мысалы, іздейді ғой, аннан іздейді, мындан іздейді, оның алгоритмі көп. Ол бірден таба алмағаннан кейін, ол басқа алгоритмдерді қоса бастайды. Жұмысты көбірек істей бастайды. Сондықтан ол тезірек отырады. Оны айттық. Жоқ, ол салынбай тұрып отырғанда оны әкеліп ана ішке жіберген, сіз жібердіңіз ғой бізге, да? Олар не деді, қарады ма? Қарады, бұлар былай болады да, әрдай дейді. Бұл кісілер енді әр адам былай ғой, мысалға. Картоп аламыз, мысал келтіріп кетейін. Картопты сен далаға қойдың да үсіп жібердің, соның кесірінен сенің картопың үсіп кеткен деп, мен картоп мысалы үсіп кеткен картопты алып үйге барып пісірейік десек үсіп кеткен деп қайтып базарға апармаймыз ба? Тап сондайда бұл кісілер бүйдейді. Баяғы айналып келгенде қайта қарақалдықты кінәлайды. Бүйдейді, трекерді алдың, сен дейді, үйге апарып қойдың, сен сол үйге кіргізгеннің кесірінен анау батарейка отырып қалды дейді. Әңгіме сода. Или алмай қалды дейді. Мен уже 5 жылдан бері пайдаланып жатырған жерде мынаны мен алдым, өздерінің техподдержкасы бар, соларға звондап тұрып, далада тұрып, мініп, қасында інім бар, свидетель, кәдімгі, живой, тірі. Қостық, тілеген деген, білесіз ғой? Қостық, сосын анандай жерге қойып қойдық. 1 сағаттан кейін сигнал келді. Сосын салдық. Ананы да сөйтіп қойдым. Мен еш уақытта үйге кіргізбеймін. Өзіміздің қоятына крышаның үстіне бір жерлерге қоямыз. Өзіңіз бізге түсіндіріп айттыңыз ғой. Сол тап сол сіз қалай айтсаңыз солай. Бұлардың техподдержкасы бедейді сразу. Алдын ала өздерін жабу керек. Сен үйге апарып қойып қойдың. Сен соның кесірінен батарейкаң отырып қалды. Тағы бірдеме болды. Сондай сылтау айтып біздердің қарақалдыққа қайтадан жауып тастайды. Болды. Жоқ, енді қараңыз, сіз жаңадан алдыңыз. Ол 1 жылдық несі бар жаңағы? Өзінің гарантиясы бар. Гарантияның ішінде сіздікін ауыстырып береді. Оған 1 грамм алаңдамаңыз. Жоқ, енді оған қараңызшы сіз. Мен кеше алдым ғой енді. Мен тағы да сұрақ менен болып кетіп жатыр да. Кешіріңіз енді. Мен оны алдым, отырып қалды деді. Мен оны почтаға апарып салдым. Оған мен тағы да қаржым кетіп жатыр ғой. Мен жібердім. Ол 10 күнде мен срочныймен жібердім. Почта 1 аптада ма 10 күнде апарды. Ол әлі маған келген жоқ. Мен бұл трекерді сатып алғаныма ай болды. Мен әлі пайдаланбаймын, сонда ол маған қызық па не? Ай бойы мен 100 мыңға 99 мыңға сатып алам. Жоқ қой. Ол сервисті бұл жақтан ашқанмен ол мәселе былтыр көтерілді. Мен осы жерден Атыраудан мықты бір мастер таптым, сөйлестім, ол жұмыс жасаймын деді. Сосын бір 2 айдан кейін ба маған айтады, звондап, мен енді жұмыс жасамаймын деді. Не болды десем, ой, мен түнгі 2-де ұйықтап жатсам звондайды, трекер не болды, түнгі 3-те звондайды дейді. Сондықтан енді мен ол кісіге одан кейін айта алмаймын, жаса деп. Роман ғой. Сондықтан енді ондай болады. Халық болғаннан кейін біреу былай звондайды, біреу былай звондайды. Оған енді мен айттым, қолынан келсе, или басқа адам арқылы жаса, басқа адам қабылдасын, сен сонымен жұмыс жаса дедім. Оған да мына жақта жігіттерге айттым, жұмыс жасайтын болсаңдар, сөйтіп жасаңдар деп. Сол. Ал енді жаңа трекер бойынша жаңа айтып отырмыз ғой. Ол ұзақ жүреді, енді ол, конечно, ұзақ жүреді поштада, әрі жүретіні бар, бері жүретіні бар. Қолыңызға аласыз оны. Пайдаланбаған уақытыңызды реттеп қосып береді оны. Енді егер компанияның кесірінен болса, трекеріңіз гарантийный случайға жатып тұрса, оны алаңдамаңыз. Ол істеп береді оны. Мұрат мырза, мына жерде мен ұсыныс айта кетейін енді. Алдағы уақытқа. Осы кәсіппен айналысқан жерде енді бірнеше жыл болды деп жатыр мына жігіттер. Бір маманды осы жақтан дайындауыңыз керек қой. Бар ғой. Жоқ, мына енді айтып отырмын, айтып почтамен жіберіп отырдық дейді. Астана мен ортада жүрмейді, уақыттарын алып отыр. Көріп отырсыз ба? Осы мәселені алдын ала сіз енді кәсіппен айналысқан жерде шешіп бәрін халыққа қызмет көрсетіледі, бірақ енді оңтайлы қылып, тиімді қылып. Оны айтып отырмын ғой, мен енді жасап дайындап бергенді халық өзі жұмыс жасай алмай, енді ана кісі отказ беріп отыр, мен қайдан табамын ондай адам қайталап. Сен неге рабочий телефон ұстасын, кешкі 9-да сөндіріп тастасын, пожалуйста, не проблема. Енді оны өзі біледі ғой, мен оған ештеңе дей алмаймын. Ол кісі, ол маған жұмыс жасамайды, ол жеке жасайды жұмысты. Бұл сылтау болып кетіп отыр ғой, просто көріпсіз ба? Соны жағдайын манағыдай қылып реттемейсіз, бір рабочий нөмір қойсын, пожалуйста, соғады ғой. Жігіттердің көбі күндіз малшылар бар, жылқышылар далада жүреді, кешке келеді, шаршайды, шайтан маңын ішеді, жуынады, сосын не істейді, сосын GPS
сұрайды не болып жатыр деп. Маңызы сол. Ол қазір- Далада сол себептен қаңғып жүр. Соны алдын алғысы келеді, соғады ғой сосын олар телефон. Қазір жасап отырған бұл сосын рабочий телефон қойып қой, сөндіріп тастады, ешкім ренжімейді оған. Бізге результат керек қой, манағыдай бұзылған құрылғылар жасап берсін. Ол былай ғой. Ол өзі жеке маман. Біз айттық, міне, осылай жөнделеді, мынау былай істеледі, мынау былай істеледі. Осы жерде сен мамансың, жұмыс істеп отырсың, ол ана медицинский оборудование жөндейтін адам. Сосын мынаны да алып жасап жатқан адам. Ол маған бағынатын адам емес, жеке адам. Оған мен не айта аламын? Мен ұсынысыңызды айтамын, осылай істеп қойсаң, халыққа жақсы болады деп жеткізіп беремін. Қайсыған? Енді айтайын сізге. Сіз ана айтып жатсыз, өткен жол айтпады деп. Мен өткен жол айттым, өзіңіз кешігіп келдіңіз ғой. Мүмкін соға естімей қалған боларсыз. Видеода тұр ғой. Себебі мен оны жай етпеймін ғой. Ол болғаннан кейін айтып отырмын. Енді одан кейін сол жерде мен сұрадым ғой. Халықтың өзі айтты. Тыңдап отырсыз ба? Халықтың өзі айтты. Мен сұрадым. Енді өшіріп қояйық дегенде, жаңа оны да осы қайталап айтып отырмын. Жаңа осы жерде айтамын. Сіз естідіңіз бе? Сіз тағы да кешіп келдіңіз ғой. Сол жаңа сол жерде айтқам. Мына жерде өшіріп қояйық. Жоқ, бізге айына 1-2 сигнал келіп тұрса да, біз малымызды көріп отырмыз, өшірмең деп сол айтқаннан кейін, онда жақсы. Таңдауды өзіңіз жасайсыздар. Пайдаланасыз ба? Нетесіз жаңағы. Пайдаланасыз. Пайдаланбасаңыз өшіріп қойыңыз деген әңгіме. Сондықтан енді мен әркімге мысалға сен пайдаланба деп мен 10 күн өшіріп тастай алмаймын. Енді жақсы, біз не істедік қой? Ақшасын төледік, осы кезде жылжаған ғой. Енді сіз біліп отырсыз ғой. Енді айтайын, енді сізге айтайын. Сіз қараңыз, даже активация жасағанда қазір соңғы сол жағдайдан кейін сіздерге жазады. Сіз активация жасап, біліп тұрсыз ба сіздің жағдай сондай екен, ертең сигналыңыз келмеуі мүмкін деп WhatsApp-тарыңызға жазады. Жазылып тұр WhatsApp-та. Жоқ, оған дейін де жазылып тұр. Жоқ, тұра тұрыңыз. Сіз активация жасадыңыз ба? Трекеріңізді? Қосылып тұр. Бірақ сіз сияқты, осы сияқты жаңа трекер сатып алам деген адамдарға біз мысалға айтамыз. Міне, сіздің трекеріңізді қосайын деп жатсыз. Алайын деп жатсыз. Новый трекер. Біз жарты жыл бұрын тоқтаттық қой глобустар сатуды. Сол кезде былтырдың өзінде оларға айтатынбыз. Міне, сіз сатып алам деп тұрсыз, жағдайды білесіз, сізде сигнал ертең сигнал келмесе ренжімеңіз. Біз сізге алдын ала ескертіп айтып жатырмыз деп. Жақсы деп соған келісіп алады. Сосын активация жасаймын дейді трекерін. Осы батыс өңірінен. Біз айтамыз, жазамыз WhatsApp-ына. Сіздің жағдай әлі түзелген жоқ, соғыс біткен жоқ. Сигнал әлі дұрыс келмейді. Сіз өзіңіз біліңіз қазір. Шешімді сіз қабылдайсыз деп. Біз оны айтамыз, WhatsApp-ына жазып қоямыз, және біз текстпен жазып қоямыз. Сондықтан енді бұны, мысалы, біз ары қарай не істей аламыз? Біз оған жаңа қызмет көрсетпейміз, жоқ қоспа деп айта алмаймыз. Халыққа керек болып тұр. Солай емес пе? Кім-кімге де. Сондықтан енді бұл жерде әркім өзі мысалға соны көріп отырғаннан кейін, былтыр сондай жағдай болғаннан кейін, оны келіп мен түсіндіріп осылай айтып кеткеннен кейін, адам енді өзінің іс әрекетіне өзі жауап беру керек қой. Төледі ма, ол білу керек, түсіну керек. Ертең сигнал келмей қалуы мүмкін. Мен төлеймін, ал анау сигналды береді деген ондай әңгіме болмау керек. Себебі сен ақша төлегеннен мен мысалы оның сигналды әкеліп бере алмаймын ешқандай. Ол үшін трекерің жұмыс істеу керек. Трекерің істеп тұр, GPS болмағаннан кейін сигнал дұрыс бере алмай тұр. Енді сол ғой, дұрыс қой. Енді қара, мысалға сендер алып атқан уақытта жағдай дұрыс болды ғой. Дұрыс болды. А соғысты кім бастады? Мен мысалға соғыс басталып, мына жерде сигналдың болмауын тілеген ештеңем жоқ. Сондықтан қараңыз, жаңа мен мысалға сіздің тамаша бір жаңағы мысалыңызды келтіріп өтейін. Отыра тұр. Айтып алайын қазір. Тұра тұр. Екінші GPS спутникке сигнал келіп тұр. Жоқ, мен жаңа кімнің мына Жұмагерей ағамыздың мысалын айтайын. Енді сіз жаңа жақсы мысал келтіріп жатсыз да, машинаны мен мысалы мына жерден алып, ана жерге апарып беремін, апара алмасам, оған жауап беремін. Өте дұрыс. Бірақ бұл жерде кішкене айырмашылығы мынада, сіз бір мемлекеттің ішіне әңгімені айтып тұрсыз. А бұл трекер. Жоқ, жақсы ғой. Сіз енді апарып жүрсіз. Апара алмасаңыз, сіз оған әсер ете аласыз. Сіздің қолыңызда. Апармай қалам, онда ақшасын қайтарып беремін дейсіз. Дұрыс па? Енді мына жерде мәселе былай. Трекерге ақша неге төлейсіздер? Ол телефонный линия сияқты, оның мысалға айлық арендасы бар. Ол жаңа сигналға демейді, айлық арендаға төлейді. Айлық арендасын төледі ма? Оны біз деген ана жақта олар істеп тұр ғой. О спутниктер істеп тұр, сигнал келіп тұр төменге қарай. Біздің сигнал ана жаққа жетпей жатыр ғой. Ол үшін олар енді ештеңе істемейді оған. Сондықтан ол арендасын төлеп қойды, оны қайтып ала алмаймыз. Ал енді біз мысалға бұл жерде кінә біздің трекерлер ана жерде, мысалға деймін да, енді сіздер пайдаланып отырсыз ғой, сіздің трекерлер, біздің де трекерлер бар. Ана жерден өзінің сигналын жіберіп тұр, трекер істеп тұр.
бірақ ошибкамен кетіп тұр ғой. Ошибкамен кеткенге жаңа GPS-тің сигналдың жоқтығы әсер етіп тұр. Оған біз ешқандай әсер ете алмаймыз. Айтып отырмын, соғыс басталғаннан кейін жағдай өзгеріп кетті. Жақсы, енді екінші мен Қайсысы? Қайсысы? Неге ана нені экономға кері сатып алайын тұрсыздар? Оны мен сізге айтайын. Бұл енді ол жерде сатып алайын деп жатқан жоқпыз. Кішкене информация дұрыс емес. Информация дұрыс емес. Ол жерде су кіріп кеткен болса да, жай қора болса да деп жатырмыз да. Су кіріп кеткен нәрсе өмірде істемейді, білесіздер. Су кіріп кеткен болса да, қора болса да, соны көрсетесіңдер міне деп. Міне поштаға салып жібердік дейсіңдер, ол жаққа жете ма, жетпей ма бізге? Келіп жатыр ма, келіп жатыр ма? Ешкімде. Главный сосын үстіндегі скидкасын сол үшін аласыздар. Скидка. Бұл енді шын айту керек. Ана жерде жұмыс болғаннан кейін ол әр жерде әркімнің өзінің жаңа акциялары болады. Но сондай бір ұйымдастырылған акция. Егер сіздерге ол ұнамаса, акцияны алдырып тастаймыз. Солай емес пе? Акцияны ұнап тұр. Бірақ оны енді мына жігіттер осы міне зардап шеккен жігіттер ғой біздің батыстың. Енді сіз оны неге 50%-ға дейін төмен түсірмейсіз? Ол 50%-ға түсіру үшін оның экономикалық жағын есептеу керек. Трекердің өзінің құралдары бар. Жоқ, енді Мәке былай ғой. Мен сізге сізде кәсіпкерсіз, сізде убытке кетпеуіңіз керек. Мен де мысалға біреудің затын тегін апармаймын. Или малды тегін бақпаймыз. Енді сізге қандай бізге міне осы сіз бана айтып жатсыз ғой сөздің барлығын мен мынандаған міне мынандай министрге хат жаздым үйттім бүйттім. Сіз менімен постоянно айына бір рет сөйлесеміз ғой, дұрыс па? Неге маған осы сізбенен мен офисіңде де болдым, бәрінде болдым. Маған неге жазбайсыз бүйтіп? Мә Жәке, мына жігіттерге тарат. Жігіттерді чтоб барлығы осылай біліп отырсын, көріп отырсын, бәрінің де көз ашып көкірегі ояу ғой. Сіз олай істемейсіз, келесіз міне мына жерге келіп, қазір міне ақпар беріп отырсыз. Мен ананы бүйттім, министрге жаздым, министрдің жауабы мынандай деп. Сіз соны қазір компьютер дамыған заман ғой, WhatsApp-қа салыңыз, біз бәріміз естіп көріп отырайық. Сосын банағы сізге енді мен сізге міндеттеп отырған жоқ бұны. Наматты мысалы сіз енді шығарып жатсыз, әңгімесі жоқ, 4 ай 5 ай жұмыс жасады, жақсы жасады деп мен айттым ғой жігіттерде бәріңе. Естіңдер, мен сізге лично өзіңізге мен қарсы ештеме айта алмаймын. Екеуміз кәдімгі бір елдің азаматымыз ғой бәріміз де. Бірақ сіздің қызметіңізге ғана мен не істеп тұрмын. Сондықтан мен жігіттерге сіздің наматыңызды мен мақтадым, дұрыс па? Керемет көрсетіп тұр деп. Кеше келді де соңында бана оған енді сіз жауап айтып тұрсыз. Батарейкасы отырғаннан кейін ол күш әлі келмегесін солай болып жатыр. Оны да көрейік. Біз енді өмір сүріп жатырмық қой. Алдымызда уақыт бар, Құдайға шүкір. Алла бізге өмір берсе. Соны енді сіз осы жігіттердің жағдайына ол сіз барлық Қазақстан бойынша 17 облысқа сіз сатып отырсыз. Біз 1-2 облысты сіз қамтамасыз етіңіз. Бізге сол 50%-бенен міне біз шыны керек жыл жарым бойы зардап шектік қой. Сіз біздің положениемізге кіріңіз, біз сізге кірдік қой. Дұрыс па? Мына наматты бізге ананы алып 50%-бен бізге беріңіз. Біз сосын малымызға салып көрейік. Сосын біз де сізді мысалы сіздің істеген жақсылығыңызды біз жаман деп айта алмаймыз. Солай көрейік. Дұрыс па жігіттер? Қалай ойлайсыздар? Мен өзімнің бұл мнением, басқаныкін айтып жатқан жоқ. Енді рахмет. Мына Мұрат мырза, жігіттердің өтініші ғой. 50%-ға түрсеңіз, біз сені мана мақтауға да айтамыз, мысалы мақтапта жүреміз бір облыстың азаматы, бір елдің азаматтары ретінде. Солай ғой? Ұсыныстар солай ма? Енді бұл да айтып отырмын, сіздің ұсыныстарыңыз жақсы бұл да. Оны барғасын қарастырамыз. Мен қазір мына жерде 50% беріп тастайын деп айта алмаймын. Қарастырайық, мүмкіндігін жасайық. Ол енді адам болғасын бір мына трекерді ғана 50%-ін берсеңіз айту. Сосын банағы немізді айлық төлемімізді тағы да банағыдай түсіріп бұрынғы неге қойып деген сияқты сондай бір сізге біздің положениемізге кірсеңіз, біз де сізге оң немен көзбен қарап отырамыз. Осы жерде осы жігіттер шыны керек сізге оң көзбен қарап отырған жоқ, барлығы енді ақшасын төлеп отырғасын қызмет алғысы келеді да, бәрімізде де құрылғы болғасын жерде. Дұрыс емес пе да, жігіттер? Ал соны өздерің міне осы жерде айтыңдар, бәрін талқылайық. Міне осындай қылып ұйымдастыру деген ол да оңай шаруа емес, жігіттер. Осыны біліп отырайық. Жәке, дұрыс қой айту, манағы қондырғаннан кейін мысалы 2 жыл жүрдік қой біздер уақытша тарифпен. Сол уақытша тарифті орнатып беріп 2 жыл көрейік, жақсы жұмыс жасап жатыр ма, ары қарай сосын манағыдай бұл жерде енді айтып отырмын ғой, мына жақта ай сайынғы нені мысалға мынаны 50% қылып беріп, артынан мына жақтан өкіртіп қойған тоғжақсыздық емес қой. Ай сайынғы төлемді де реттеп қойыңыз көңілден шығатын. Мен сізге айтайын.
бұл кез келген нәрсе жұмыс жасалған уақытта білесіздер ғой, бәріңіз де несіздер жаңағы. Иә, кәсіппен айналысып мал бағып отырсыздар. Малды мысалға мен сізге келіп, мен мысалға сізден малыңызды, допустим, 100 теңге тұратын болсын дейік, сіз маған скидка жаса 50% десем, сіз бере алмайсыз ғой. Себебі есептейсіз. Оның өсуі керек, оның жүруі керек, тұруы керек деген сияқты. Арамызда договор болса, ұйымдастырайық, проблема жоқ. Ол келісім шарт. Мына жерде уже келістік, сіз проход боламын дедіңіз. Жоқ, енді проход боламын дегенде. Бізге сигнал керек. Жоқ, енді мен проход боламын деген әңгіме бұл жерде мен жаңадан қайта естіп отырмын. Проход боламын деген мен проход бола алмаймын. Мен жағдай жасаймын, қараңыз. Айтып. Жоқ, проход деген сөзіміз біздерге сигналды құрылғыны сатқанда біз сатып алдық. Сосын сізде айттыңыз, міне тех обслуживаеміз бар. Сигналды келуін біздер реттеп береміз дедіңіз. Біздер сіз қадағаламасаңыз мысалға, мен мына кісіге барсам қайда тауып береді? Енді қараңыз. Сіз түсінесіз мысалы мәке. Сосын біз сізді проход деп отқанымыз сол. Сіз арқылы шығамыз, жол ғой былай алғанда. Енді айтайын. Спутникке шығатын жол. Түсіндім сіздің, енді айтайын. Қараңыз. Бұл жұмыс тонау 2019-дан басталды. 2019-дан бастап пайдаланатын азаматтар бар, трекерлерін. Әдемі болды. Мысалға, сол 2020-да екен, бір осы жақта 5 күн қатар боран соғып, бір күн тоқтап, қайта 5 күн соққан күндер болды. Сол кезде Атыраудың көп жігіті звондады. Мынауың рахат болып, малымды 140 км жерден айдап келдім, іздеген жоқпын. Ертең мысалға, ол қай уақытта табам деп сондай әңгімелер. Иә, енді айтайын, енді қараңыз. Содан кейін не өзгерді? Именно трекердің жұмысына керекті сигнал жоқ болып кетті. Сондықтан сіздер маған ренжулерің дұрыс емес, шын айту керек. Себебі ол, енді мен сигналды қайдан алып берем, ол сигнал жоқ қой. Жоқ нәрсені қайдан алып бер. Ал сатқан уақытта жағдайы жақсы болды. 19-да. Егер қараңыз, енді қараңыз. Енді сол ғой, қараңыз. Енді 22-де соғыс басталды. Иә, 22-ге дейін тамаша жасады ғой. 22-ден кейін... Мәке, мына телефон сатып алам. Сен болмаса не істеймін мынаны. Ойлап қарақ, сен жоқ, не істеймін? Сен керек қыл бізге. Сигнал керек. Жоқ, енді қараңыз, ал мен қайдан тауып берем ол GPS-ті сигналды? Трекер істеп тұр, қараңыз. Трекер. Жоқ, трекер істеп тұр, қараңыз. Айтайын. Трекер істеп тұр, иә? Тұра тұрыңыз. Трекер істеп тұр, иә? Істеп тұр трекер. Сигналын жіберіп тұр. Глобалстар істеп тұр. Сигналды қабылдап алып тұр. Мына жерге түсіріп тұр. Проблема жоқ. Енді жағдай өзгеріп кетті ғой. Сосын қараңыз, енді қараңыз. Осы былтыр сіздер айттыңыздар. Басқа компанияға ауысайық дедіңіз. Именно сізбен сөйлестім. Сосын мен список жаса ауысатын адамдар. Мен қазір ана компания, қай компания деп едім? Жокей ма? Қандай? Жокей. Соған ауысам дедіңіздер. Мен жақсы список жасаңдар дедім. Мен Жокейаптың директоры Ерланға звондадым. Ал мына жігіттер саған ауысайын деп жатыр, список деп. Қазір мен дайындап беремін. Сен соны ауыстырып бер. Ана тегін менікін өзіңе ауыстырып аласың. Список жасаңдар, қаншадан болса да дедім. Дұрыс па? Дұрыс. Сосын неге ауыспай қалдыңыздар? Соны айтып жіберіңізші. Мен оны ауыспай қалған себебімді айтайын жігіттер. Ол мен алып сатармын деді тек қана. Қазір міне Мәкеңнің сөзін естіңдер ғой, директоры. Әңгімені түсіндіңдер ғой. Ол кеше мен адвокат Жеңіс дегенді біздер жігіттер болып адвокат жалдап жатырмыз. Сол жігіттер сізбен де сөйлескен сияқты ғой, да? Иә, мәліметтер. Сол кезде ол Ерланда бүйтеді. Мен тек алып сатам, как дүкеншімін деді. Мәкең мені біліп отыр, директор екен. Көрдің бе? Олың барлығы осындай мен тонкий зат келген кезде манағы секіп кетіп отыр да ол. Ол да мен оны Астанаға міне бос Мәкеңді іздеп бардым. Ерлан екеуімен кездесіп, Ерланда кездесем деді, кездескен жоқ. Ол қашып кетті менен телефонын өшіріп. Мәкең міне сау болсын, сөйлестік, әңгімемізді айттық. Трекерді келем деді, келді. 24 күн желтоқсанның жиналысын осылай өткізіп, барлығын істеп кетті. Мен ол кезде сізге рахметімді айттым. Әңгіме жоқ, Мәке, азаматсың деп. Жігіттер риза болды. Мартқа дейін шыда дедің, шыдадық. Даже март түгіл осы күні бүгінге дейін шыдап келдік қой, шыны керек. Ол кезде март деген не үшін айтылды?
ол кезде айтылып жатты. Мына енді дүниежүзілік жағдайды қарап отырған болсыздар, сол кезде жаңағыдай не болады екен, Трамп келеді екен, бір күнде тоқтатады екен соғысты. Одан кейін айтты, 100 күнде тоқтатады деді. Соған сеніп қалдық дейсіз. Соған сендік қой, бәріміз. Енді сіз, Мәке, бір сөз сізге айтайыншы. Ерлан, сол ЖКЯП-тың директоры ғой, да? Мен енді онысын білмеймін ғой, заңды жақтан. Енді қазір өзіңіз айттыңыз, енді көрдіңіз бе? Енді мен директор деп... Сол ғой, енді айтып тұрмын ғой. Ол сол ғой айтып тұрған. Міне, мен осы әңгімені естігім келіп тұр. ЖКЯП-тан да сигнал келмейді деп тұрсыз. Көрдіңіз ғой? Ол, мысалға, адамның одың қолында тұрған жоқ. Оның да трекерлер Қазақстанның басқа жерінде жұмыс жасап жатыр. Бірақ та именно... болғаннан кейін ол тақырыпқа кіріп жатқан жоқ. Алып сатар деген, мен де алып сатармын ғой. Ол да алып сатар, мен де алып сатар. Қандай айырмашылығы бар? Иә? Жоқ, енді мен просто... Жоқ, айырмашылығын түсіндіріп беріңізші. Мен түсінбей тұрған болармын, мүмкін. Ал, түсіндіріп беріңіз. Мен бірінші 20-шы жыл осы Ерлан дегеннен алдым. Ерлан деген бұл осы құрылғы, негізі Америкадан шығатын құрылғы, бірақ через Монголия, банағы ЖКЯП деген через Монголия келеді. Менің түсінігім бойынша, бірақ солай. Ерлан деген банағы. Бізге сатқанда солай сат. Одан кейін сізден алдым. Сіз сонда не қыл дедіңіз? Біз сізден алғанда алдында екеуміз кездескенде де дедіңіз. Ерлан алып сататын болса, ол ештеме қолынан келмейді. Бізде специально адам бар. Міне диспетчер отыр. Сіздердікін алып, біз рестатқа жібере аламыз. Иә, жібере аламыз. Сосын қайтадан сіздің мысалы құрылғыңыз істемей қалған жағдайда осылай. Сіз алып сатар емессіз. Сіз уже. Сіз кәдімгі компаниясыз, сіз дейтін қайдан толық компания. Бұл спутниковыйды мен алып сата алмаймын. Потому что мен рестатқа жібере алмаймын. Неге? Мен ол үшін құқық қорғау органдарынан мен не алуым керек? Лицензиясы бар ма, басқасы бар ма? Мен соның барлығын алуым керек. Ол Ерланда, значит, соны алып отырған адам. Сіз мысалға міне қазір бізге келіп, өзіңіздің компанияңызды нетпес үшін сіз келіп міне бізге жауап беріп отырсыз. Олар өйтіп отырған жоқ, олар өзінің сөздеріне секіріп, банағыдай не істеп отыр. Дұрыс емес айтуым да, бірақ осы арада жол тап дейтін де бар. Менің одан трекерім жоқ, осы жігіттер де бар. Ол да сондай компания. Бірақ айналып келгенде барлығы осының айналып келгенден бір жерге түйіседі ғой. Мына Мәкеңнің айтқан сөзіне келеді. Бұл кісі Америкамен тікелей договор жасап, тікелей алып отыр. Дұрыс қой? Сіз Америкамен өзіңіз Америкадан сатып аламыз. Көрдіңіз ғой? Міне солай ал. Анау манағы ЖКЯП, ол Монголиядан алып отыр. Түсіндіңіз бе? Банағы тағы біреу бар ғой, қайсысы еді бана? Жол тап деген. Оны мен білмеймін ал. Білмейтін затымды мен өзім айта алмаймын. Міне қазір Мәкең дұрыс айтып отыр. Ал. Жоқ, алып сатармыз деп отқан жоқпын. Мен айырмашылығын түсіндір деп жатырмын. Жалпы біріншіден алып сатар кәсіпкерде базарда болады. Сіз тоны Америкамен алып келгесін, ол қараттан қарап сізге сатып жібермейді ғой. Сіз өзі арғай жұмыстанып отырсыз, міне бәрі осы халықтың жыры міне шығып отыр. Біріншіден. Сосын екіншіден маған номадты келмейді дейсіз, номадты реклама жасап отырсыз қайта-қайта. Не келмейді дейді? Сигнал. Қазір келмей жатыр, алдынан бері реклама жасап отырсыз. Номадта менде жоқ, мен жігіттерде бар. Аламыз деп ойымыз бар. Қарасаңызшы, ол айтып тұр ғой, сигнал келеді, батареясы дұрыс болса келеді. Ал енді жоқ, міне қазір жалғыз Жәкеңде ол. Алып отқан жігіттер бар группада, мына жерде қаншама адам келмей жатыр, мыңдаған адам отыр группада. Иә? Именно батарейка. Маған спискін беріңдер, сөйлесейік. Мен анда сұрайын. Жоқ, айтып жіберейін. Біріншіден батарейка, екіншіден күні. Сосын сіз айтып жібердің, манада айтып отырсыз ғой, сигнал іздейді дейсіз да, былай да былай. Ол алгоритм бір жұмыс өзінің уақыты ғой, біз тут сигналға бердік па, ол определенный уақытта оянып, сигнал іздеп теуіп жүреді да қайтып ол. Жабысып қалу керек өзі. Эконом режим ол. Батарейка сондықтан 6 ай 1 жыл кетеді. Енді мына біздің қазіргі қолданып отқанымыз да сондай. Мен шығамыз далаға, мына телефон қалтамызда, мына мобильный данныйды айырып тастап та, мен GPS-ті қосам, далаға шығам, мен GPS-ім спокойно, мен даже километр, координат бәрін көрсетіп тұрады, скоростымды бәрін. Үйге келем, өрісін бәрін сохранить етіп береді. А егер осы спутник кедергі жасап, блокировка жасап отырса, неге мына телефондыкі жасамайды? Сенікі себебі деген GPS сигналды ұзақ іздеп тұра алады. Таңертең кеттің ба, кешке дейін ұзақ іздеп тұра алады. Жоқ, енді түсініп тұрмын. Ол да мысалға олай именно мынаның алгоритмі, мына ескі трекердің алгоритмі. Ол аз уақытта қосылады да тез
алып батареясын, кішкентай ол батареясы білесің ғой, мизинчик. Жоқ, түсініп тұрмын. Енді тез Разницамада мен таңертең 8-де шығамын, кешке 8-ге шейін. Айтайын енді айырмашылық. 8-ге шейін жүріп келемін даланы. Ол үзілмейді. Тыңдаңыз шешенді. Ол батареясы көп батареяның. Сіз өшіп қалса, батареясы азайып қалса, қайтадан зарядтап аласыз. Машинаға қосып қоясыз. Бұл ұзағынан іздеп тұра алады. Мысалға ол сигналды табу үшін, мысалға бұл 1 минутке тұруы мүмкін. Ал трекерде ондай уақыт жоқ. Миллисекундта оянады да. Жеке бұл іздеп ұтпайды. Бұл жүріп жатқан скоросымды моментально көрсетіп тұрады, түсініпсіз ба? Дұрыс қой енді сол. Ол значит үзбей ұстап тұр деген сөз. Енді ол деген бір... Менің GPS-ім алда тұрған GPS. Қақ желкесінде тұр мысалы. Қалай жұмыс істейтінін білесіз ба? Жоқ, бұрын ғой. Енді мына соғысқа кейдегі деп отырсыз ғой. Жалғызмен батыс емес, кешеден группаға кіріп отыр. Соңынан Жетісу бар, Арқалық бар. Ол дейтін ана шеті ғой біздің Қазақстанның. О жақта өше соғыстың иісі де жоқ о жақта. Енді мен сізге айтайын. Бізде шығып жатыр осы жазда. Тек міне границадан өттің, Асырханнан өттің, болды, сенің телефоныңды жасамайды, Яндекс картаңды жасамайды. Қазақстанға кіреміз, бүткіл сет восстановлен, GPS бәрі восстановлен. Мысалға, неге ол дейтін? Тоны Асырханға аяқта, біздің Атырауға аяқта бірталай шақырым, мысалға. Мен де осы жылы барып келдім, мен қолдана алмаймыз. Үйті определенный қалада, мысалы Асырханға кірдің, карта қуат, Яндекс қуат, сыртқа шығасың, бір определенный трассаға шығасың, қайттан карта восстановлять етеді. Үлкен бір қалаға кетасың, дәл сондай. Именно ол үлкен-үлкен қалаларды көштетіп тұрған. Қарапайым халықта интернет жоқ, карталарын қолданбайды, бәрі наличкамен жүр. Қазақстанға кірдік, картамыз, сетіміз бәрі нормально істеп тұр. Осы күнге де мысалы мен де шығамын далаға, міне күн боран болсын, не болсын, картамды қосамын, міне үйден. Скоростьпен, как положено, координатын бәрін көрсетеді. Таңертең 8-ден кешкі 8-ге дейін. Менің манағы GPS-ім мысалы 4 сигнал келді. Таңертең, әбетте, кешке, мысалы түнде. Неге сол 3 сигнал келмейді мысалға? Енді қараңыз. Ашық тұр ғой. Ашық тұрғанда жаңа карта көрсеттім, дұрыс па? Жоқ, ол картаны көрсете беріңіз. Ол определенный постоянно көрсетіп тұрған зат емес қой. Түсінесіз ба? Ол мана сіз көрсетіп отқан самолеттің несі, Бакуге баратын, Маңғыстауға дейін. Мына Атырау жақтың бәрі ашық қой, Асырханның ар жағы. Ояқтар сигналдар, ол енді мысалға айтып отыр ғой. Мына барлығы істемей қалған ше, трекер бірде-бір болсын, анда-санда сигнал беріп қалады, дұрыс па? Анда-санда емес. Біз соғамыз. Міне қара. Біз соғамыз. Риясатқа бешеш. Дұрыс? Жоқ. Ол риясатқа береді. Бергеннен кейін бір күн или 2 күн сигнал береді, болды. Дұрыс қой енді, мен айтып тұрмын, ошибкамен барады да, толтырып тастайды каналды. Жоқ, ол постоянно риясатқа бермейді, ол әлгі өзінің жұмысы бар ғой, күнде беріп тұратын. Енді мен сізге жаңа риясатқа бермей сонда ұйықтап қала ма ол? Жоқ, жаңа қайталап айтайын. Жаңа осы әңгімені айттым, тағы да қайталап айтайын. Ол мына жерден сигнал жібереді ол спутникке. Ол орнын анықтайды да сигнал жібереді. Орын егер ан жаққа сигнал жеткеннен кейін спутник қарайды. Ол егер ошибкамен келсе, дұрыс анықталмаған болып келсе, ол өшіріп тастайды да сигнал жерге түсірмейді. Просто оны ошибка деп жаңа сіздің трекердің каналына жазып қояды. Бір ошибка. Неге именно ошибкамен барады ол, айтшы? Неге именно? Орнын анықтай алмай тұр ғой. Орын анықтайды, жылқы дейтін бір орын тұрмайды ғой. Сол ғой. Бір орынға сигнал берді, 15 минуттан кейін үйір айдап кетті, мысалы. Анжеден ол сигнал берген жерді іздемейді ғой, қайтып спутник. Ол спутник оянды, болды, ана сигнал берді ме? Жоқ, сигналды спутник іздейді деп тұрған жоқпын. Трекер іздейді. Трекер іздейді, орнын анықтау керек. Және жаңа айттым, трекердің жұмысы өзінің батареясы кішкентай, соны экономдау үшін аз уақытқа қосылады да, тапқанын алады да, сразу сосын жібереді спутникке. Тапқанын алады. Ол деген сіздің телефон ұқсап тұрмайды. Төбеде толып тұрмас. Сіз айтып отырсыз ғой, мартқа дейін шыдадық, Жәкеңде де группада бар. Жоқ, шыдадық болғанда мен айттым, соғыс біткенше дедім. Жоқ, соғыс болды. Соғыс дедіңіз, содан кейін айттыңыз, сіз турецкий спутникке осайын деп жатыр. Жоқ, ол басқа әңгіме, тұра тұрыңыз. Ол басқа әңгіме. Сол әңгімеден кейін шықты сол. Тұра тұрыңыз. Турецкий ма спутникке кетейін деп жатырмық, сол жақпен отырайын деп жатырмық. Оны мен жаңа айтып өттім осы жерде. Ең басында 22-ші жылы Ресейдегі нені жауып тастады станцияны. Сол кезде Түркия мен Францияны қосты. Ол бөлек әңгіме. Ол кезде GPS сигнал блокировать етілген жоқ. GPS сигнал міне 24-тен бастап блокировать етті. Көрдіңіз, дұрыс. Құрметті жиынға қатысушылар, кішкене уақытты. Сигнал келіп бастағаны, мен қазір жылжарым өте кетіп қалды ғой, жылжарым асып батыр, Енді осыны мағандай құрайқай Жәкең айтып отыр, барлығымыз айтып отырық қой. Осыны жөкеге осы дейсіз. Жоқ, ол маған шықты ғой. Ауысам деп шықты ғой. Жоқ, онда айттыңыз мағандай. Реклама жасап отырсыз, біз соқтық. Ерланға да, Шарапатқа да. Мен міне Жұмекеңмен сөйлесіп отырмын. Ол кісі айтты, біз ауыссақ деді. Мен жарайды дедім. Дұрыс қой, болды осылай. Сосын список жасаңдар, ауыстырып беремін дедім. Ауыспай қалды. Болды. Именно номадқа ма?
Жоқ, Ерланды айтып отқан жоқпын, Ерланда шаруам жоқ мен. Біздің GPS-іміз сізбен алғасын, шаруа сізде. Ерланда мен шаруам айта жоқ. беріңіз, иә. Номадты айтып отыр манағы. Номад. Реклама қайта-қайта бердіңіз ғой. Жоқ, қайта-қайта бергенде мен айтуым сұрағасын айтам, үлкен GPS қой, үлкен GPS, иә. Иә. Енді ол да қазір келмедір. Оған да гарантия жоқ, ауысқан. Жоқ, енді мен сізге айтайын, соң келмесе, оның жұмысы бар, гарантиясы бар. 1 жыл гарантиясы бар. 1 жыл гарантия, сосын бұның бір сигналға $12 ма, $14 мысалы. Айына шақып келгенде, ол вообще ана неден асып кетеді мысалы, төлеп отқан қазірге. Иә. Иә. 6400 ба сондай. Иә. Енді соны реттеп, қазір біздің жігіттердің айқайы бізге сол сигналды реттеп беретін қылып істеу керек оны. Мен сіздерге айтып отырмын, осы халықтың айқайы сол. Жылжарынан бері ай сайын үзбей төлеп кетті. Былай істейік, онда мен сіздерге айттым ғой. Жоқ, мен айтып тұрмын ғой. Жаңағы ана бағасын төмендету бойынша оны қарастырамыз. 50 деп айтпаймын, бірақ бізден 99 ғой бағасы. Жоқ, қайда? Соны енді қараңыз, оны қарастырамыз. Оны мен жаңағы мынша деп қазір кесіп айта алмаймын. Оны байланыста боламыз, қарастырамыз. Ал енді және екінші айтайын, негізі мына батыс өңірі, осы батыс өңіріне трекерді сіздер сатып алмағандарыңыз дұрыс. Қазір данный момент. Жағдайлар түзелсін, сосын аласыздар. Қазір керек емес сіздерге ол трекер. Енді қараш, енді жақсы, біраз осы әңгіме айтылды ғой да, осы бізде екі-үш рет айтты. Енді бір шешімге келейік, айтыңызшы, осы жерде Иә, бір нақты шешімін айтыңыз, қалай болатын? Иә, біз қалай не істейміз? Мен сіздерге айтатын былай, қазір данный момент соғыс бітпей, соғыс біткеннен кейін мына GPS-тің сигналын блокировать тоқтатпай, шаруа түзелмейді. Енді жақсы түзелмейді дедіңіз, иә? Болды. Келістік. Енді біз мына трекерді сонда қалтамызға салып алып, үйге сандыққа сақтап қоямыз ба не? Өшіріп тастап деп отырсыз. Кеше осы 2-3 айдан бері айтып жатсыз. Оны сіз статусыңызға салып қоясыз. Статусқа емес, осындай біздер сияқты белсенділер бармыз ғой, неге бізге айтпайсыз? Мен жігіттерге таратамын. Жігіттер ана нелеріңді трекерді айырыңдар, осылай деп дұрыс емес пе жігіттер, иә? Оны бірі білсе, бірі білмейді. Иә? Жоқ, енді былай айтып отырған сөзім ғой. Енді айтамын да, ол трекерді енді міне сөздің деймін, соңына келейік, болды, осы шамаға келіп қалдық. Түйіндік. Мынаны бар ғой, мына трекерді енді бір не істеуіміз керек та, или кері алыңыз, или оның орнына банағы айтып отырық қой, сізге біз жеңілдік жасап отырық, шыны керек. Біз қайда барсақ та біз халық жеңеміз, қалай болғанда да. Сізге жеңілдік жасап отырған себебімізді айтайын. Сіз қазір мен предлагать етіп отырсыз мына наматыңызды алайық та 50%-бен беріңіз. Біз сосын тарифін түсіріңіз де сөйтіп беріңіз. Бір енді бәрі қалай болғанда бір ортақ шешімге келуіміз керек те. Сізді біз сіз шыны керек бізді пайдаланып отырсыз. Біздің ақшамызды алып отырсыз, біз ешқандай қызмет ай сайын төлеп отыр. Үмітсіз шайтан ғой бұлар деген. Халық деген былай ғой. Малын сигналым келіп қалар, малын тауып аламын деген бәрі де сол малменен семьясын, бала шағасын асырап отырған азаматтар ғой осының барлығы. Бір малына қарап. Сіз ойлайсыз, сіз сияқты жан-жақтан ақша құйылып жатса, онда айтар едік спокойно. Жақсы, мал табылмаса табылмай ақ қойсын, бір көп болса 1-2 миллиондық анадан алып отырмын ғой деген сияқты. Олай емес қой, бұлардың барлығы сол малменен жан бағып, сонымен семья асырап, сонымен киініп, ішіліп отыр. Сондықтан сіз құрметті шаруагерлер, уақыттың тығыздығына орай, мәселелеріңіз, жан-айқайларыңыз барлығы түсінікті. Дұрыс емес пе айтып отырмыз. Мына жерде аудан прокуроры Бақтияр мырзаға бір сөз беріп жіберейік. Заңдылықтар. Құрметті тұрғындар, бұл жерде бәрібір менің тапқа зайын араласатын жер емес. Осы кісімен бір шешімге келіп алу керексіздер. Мен қазір былай істе деп ешкімге айта алмаймын. Бағанадан бері біраз талқыланды, проблема айтылды. Осы жерден өздеріңіз бір нақты бір шешімге келдіңіздер. Менің енді одан кейінгі айтатын мәселем ол мүлдем басқаша. Енді мына жерде барлық шаруагерлерді тыңдадық қой. Кімді де Мұрат мырзаны да тыңдадық. Рахмет сізге. Осы Атырау облысының мәселесін осы түсіндіруге келіп айтып жатқаныңызға үлкен рахмет. Мақат ауданының әкімдігіне де, құзырлы органдарға да барлығына да рахмет. Енді мына жерде шаруагерлердің талабы, бірде бизнес деген, бірде минусқа кетесің, бірде плюсқа кетесің. Оның бәрін қалыпты жағдай ол. Сондықтан мына жерде жігіттердің қазіргі өтініші 50% деп тұр ғой. Сол 50%-ға келісіңіз. Өзіміздің мемлекет қой, ол алда уақытта тағы да табысыңыз болсын, табысыңыз табыс тілейміз сізге.
жұмысыңызға. Сондықтан осы халықтың өтінішін сізге жолдаймыз. Мына жерде хаттамаға кіргізіңіз осы мәселені. Енді мен 50%-бен. Құрметті төраға. Тағы да енді онда мен айтып өтейін, осы 50% сұрап жатсыздар ғой. Енді ол мен қолымдағы нәрсе емес, американский спутник ол. Солай ғой. Спутник жасап тұрған американский, связьді беріп тұрған сол. Жоқ. Ол Намат трекер Қазақстандық болған, оның да спутнигі деген американский емес пе? Мен трекер деген өз жұмыс жасамайды ғой, спутникпен жасайды ғой. Жоқ, енді кім, Мұрат мырза? Енді айтайын енді. Мұрат мырза, біз айтып отқанымыз, оны қазір бұлай да бұрмалай беруге болады. Американыкі, Россиянікі деп. Енді құртай тынышталайық. Осы уақыт осы сізге сөз бергенде жан-жаққа енді айттыңыз ғой, тиісті, өзіңіздің ойыңызды. Енді біздің айтып отқанымыз мүлдем басқаша. Мана бизнесіңіз, сәттілік бизнесіңізге. Енді бірде минус, бірде плюс деген сияқты. Сондықтан осы бір жігіттерге осы уақытта сіз көмектесуге тиіссіз. Мен көмектесуге қашанда осы шоу үшін шоу жұмыз ғой. Осы келгенімізде сол. Енді мәселе былай ғой. 50% деп бастар. Енді оны кез келген нәрсені есептеу керек. Мысалға, ол связь американский. Глобалстар жазып қойдық қана. Глобалстар деген компанияның связі пайдаланып отқанымыз. Оны связь істеп тұр. Сондықтан мен қазір айтайын. Оларға хат жазамыз тағы да. Сөйлесеміз, егер олар қанша береді, сонша алып бере аламын. Бере алмаса, алып бере алмаймыз. Жоқ, тұра тұрыңыз, әңгіме тариф жөнінде болып жатыр қазір. Тариф жөнінде болып жатыр. Ай сайынғы тариф жөнінде. Қазіргі, мысалға қазір көпшілікте қазір мына жерде аз тарифпен тұр. Итакта. Ең бірінші басында анау сигнал жоғалған уақытта берген. Енді қазір ол деңгейге Мәке, сіздер біз мынаны айтқан жоқ, бұлай енді істемейді деп тұрсыз ғой, айыр деп тұрсыз ғой енді. Біз мына наматты 50%-мен берді, 50%... Наматты айтып отыр. Енді онда айтайын. Наматтың, оның да сигналы американский спутникпен жүреді. Оны да сөйлесіп көреміз. Жоқ, сіз түсінбедіңіз. Ол өзінің орнын анықтау үшін басқа жағдайларды пайдаланады. Сол жерде өзінің алгоритмі бар. Бірақ байланыс бар ғой, бәрі ол байланыс спутникке кету керек қой. Ол спутниковый трекер ғой, GPS трекер. GPS трекер деген атын көрсетілді. Ол GPS деген ол өзінің орнын GPS-пен анықтайды, сол үшін аталған GPS трекер деп. Ал сигнал, ол бізде Қазақстанда мысалы Казсат бар. Ол ондай не бере алмайды біздерге. Сигнал бере алмайды. Казсат төбемізде тұр, бірақ біз оны пайдалана алмаймыз. Американский тек қана. Жоқ, компенсация жасамайды. Мен жаңа түсіндіріп айтып өттім ғой. Жоқ, мен сізге айтайын. Оның айлық төлемі, оны деген кейін қарай ала алмаймыз. Біріншіден. Екіншіден сіздер соны жаңа айтып отырмын ғой. Мысалы, ақшаны төлеп тастадым деп жауапкершілікті мысалға бізге аударуға болмайды. Сіздер өздеріңіз саналы түрде соны қазір жағдай түсініп, соған байланысты әрекет етулеріңіз керек. Мысалға қазір біліп отыр ғой, сигнал келмей жатқан. Сондықтан сигналға төлемеу керек. Сигналға төлем күтіңіздер. Оны мен мысалға ол соғыстың қашан бітетінін айта алмаймын сіздерге мен. Арасында келеді ғой. Вот, сол үшін айтып тұрмын. Сіздер сол үшін арасында келу үшін сіздер каналды қосып қойып отырсыздар. Трекердің каналын төлеп, дұрыс па? Сондықтан егер ол сіздерді қанағаттандырмаса ол жұмысы, онда қазір пайдаланбау керек оны. Жігіттер сосын. Мен оны айттым, айырып тастаған, тұра тұрыңыз. Айтып тастайын. Айырып тастағанда мен ол жөнінде хабарлап айттым, барлығына да. Тағы да айтам, егер қазір өшіріп тастасаңыздар, ертең соғыс біткеннен кейін бір айдай бола ма, біз аштырып бере аламыз активациясын тегін істетіп беруге. Оны тегін деп айттыңыз, білем. Оны айттым, тағы да айтам. Тағы бір сұрағым бар. Бәріміз ұмытып жатырмыз. Біздің батарейка деген біз алғанда 1 жылдан асып кетті, оригинал дедік. Енді сіз ол батарейка деген сіз жауап беруіңіз керек қой. Сіз қазір мысалға сіздің компанияңыздан алып тұрып, жіберіп тұрған адамыңыздан бар, базардан. Кім ана 17-ші отегің бар, басқасы. Бір айға жетпейді ғой, біз қайта-қайта 8,500, 9,000 ала бермейміз ғой, жылқыны қамай бермейміз ғой. Батарейканы да дұрыстап беріңіз. Бұл 9,000-нан батарейка алып отырып, оны ешкім айтпайсыздар. Ол батарея деген, ол да американский батарея. Бізде ондай батарея шықпайды. Америкадан келеді, сосын қалай келеді, солай сіздерге сатылады. Ал енді әр жерде сатып отқадан біз айтамыз, мына жерде бізден алып отқадан бар, бірақ ол енді оған мысалға келгеннен кейін мына жерде қалай сатып отқан мен білмеймін ғой. Солай емес. Бірақ біз айтайын,
мен мына атырауда бір кісі бар тоже жаңағы Дина деген базарда ғой. Ақмарал деген кімдікі? Кім, Мәке? Жоқ, ол бізде жасайды ғой, бізде. Сіздікі ме Ақмарал? Иә. Ол қазір сол жерде ана неде базарда атын ұмытып қалып отырмын. Айсұлтан деген жігіт бар. Айсұлтан. Вот сол біздің компаниядан официально алады батареяны. Иә, бірақ одан кейін мына жерге келгенде ол оны батарея именно соны алдыңыздар ма? Әлде сіз қалай пайдаландыңыз? Ол батарея деген сондай нәрсе ғой. Бір ай ғана салып қайтарып. Егер мен сізге айтайын, батареяңыз бір ай ғана болса, дұрыс оның айтуы. Себебі батарея былай. Енді Енді айтайын, жоқ, өткенде мен мына Жұмекен өз офисқа келдім, иә? Сигналым келмейді деп, міне ашуланып маған трекерін алып келді. Екеуміз отырып аштық, көзінше аштым мен. Сонда ішіне не болды? Су кіріп кеткен болды, көрдіңіз ба? Су кірген емес, жанып кеткен бір. Иә, жанып кеткен болды. Вот, сол сондықтан трекерге вообще сигнал келмесе, онда міндетті түрде тексеру керек. Иә. Жоқ, жанып кеткен ғой, жанып кеткен, иә. Сондықтан ол трекер деген істеп тұрса, ол сигнал береді по-любому. Сондықтан қарау керек. Мәке, мына жерде жігіттердің де бана сұрағы болды ғой. Осыған дейін ай сайын уақытын өткізбей төлеп жатырық. Уақытын өткізіп алсақ, банағы активациядан айырылып қалады деп. Мен өзім лично сондай неден қорқып, осы күнге дейін айырмай жатырмын. Иә? Сіз айттыңыз ғой, активация амандық болса, келесіде, қазір өшірсем мысалға, келесіде бесплатно әшейін қосып берем деп. Мына жерде жігіттердің де сұрағы болды. Каждый сигналды банағы доллармен есептегенде 4 сигнал күніне келу керек. Соның келсе біреу келгені, келмесе ол да жоқ. Біз сол ақшаны қайтаруын сұраймыз деп. Қазір сұрақты қойды жігіттер. Біз сол сұрақты тікелей сізге қойсақ, сіз спутникті айтасыз. Бәріміз сонда осы халық жиналып космосқа ұшып спутниктан бар спрос жасаймыз ба? Жоқ, оныңыз жақсырақ. Енді мына сигнал келмеген бәленбай айдың төлемін қайтаруыңызды біз сізден талап етеміз. Біз сол үшін жұмыстанамыз. Біз спутниктен барып сұрай алмаймыз ғой, дұрыс қой, Мәке? Енді былай. Нақты жауап болған жоқ. Енді былай. Мына кім, Мұрат мырза, Иә. істі мен сізге айтайын, иә, мына қоғам өкілі ретінде. Қоғамның, мемлекеттің тыныштығы керек бізге. Сондықтан әр нәрсені заң шеңберінде шешуіміз керек. Сондықтан пока іс насырға шаппай тұрғанда, мана айтып отыр ғой, 50% деп, сол 50%-бен жұмыстаныңыз соған. Мына қазір құжат жасалып жатыр, қаттама. Ертеңгі күні ол қаттамада басшылық қаламыз, мысалға кездесуімізді заң органдары отыр, барлығымен бірлесе отырып, көмектесіңіз жігіттерге. Осы ұсыныс адами тұрғыда. Енді былай, менің қолымнан келетіні сіздерге көмектесетін. Жаңа 50% деген ол болмайды. Связьға байланысты, мына спутниктің байланыстарында 50% деген болмайды. Ол ешқандай. Устройствоны айтып отырмыз. Устройство. Наматтыкін 50 деп айта алмаймын, бірақ қарастырып көреміз қанша болатынын. Азайтуға бола ма мысалы? Екі сигналға әрең қойып сатушыға айтты. Біздер қазір 10 күнде бір сигналға мәз болып отыр. Күніге 2 сигнал жарайды мысалы. Ол батареясына кішкене. Ол деген дұрыс қой, бірақ та мысалға неғұрлым көбірек сигнал қойсаңыз, ол соғұрлым көбірек сигнал жіберіп, бірде болмаса біреуі көрсетіп қалады. Аз қылған сайын сіздікі мылтықпен атқан сияқты болып тұр ғой. 1000 рет атсаң біреуі тиеді деген сияқты ғой сонда мишенге, да? Жоқ, енді мен қалай жұмыс жасайтынын түсіндіріп отырмын ғой сіздерге. Мәке, мына жерде енді қазір осы жағдай деп жатырық қой. Көршілердегі жағдай бойынша 4 сигнал емес, 2 сигналға қойып, бағаны түсіріп, тариф дұрыс па? Сосын жаңағы устройствоның бағасын 50%. Сонда сізде жақсы болып шығасыз, мына жерден жігіттерде риза болып шығады. Солай ма? Ол былай, жігіттер, мен айттым ғой. Устройствоның бағасын, оны қазір мен айта алмаймын. Оны нету керек, зерттеу керек, есептеу керек, содан кейін айта аламын оны. Мәке, енді қызға айтайын. Тек сөзіңізден тек. Бұлай кетіп бас, бұлай кетіп бас, дейді айтты. Мұнан мен кеше август алған, сіз маған 80 мыңға бердіңіз. Қазір 99 мың болды, 99 мың өсіп кетті. Ендігіне сіз қайтадан мына трекерді бердіңіздер, 79 мыңға беремін дейсіз. Сонда қалай сіз бұның барлығы сіздің өзіңіздің қолыңызда ұшыны керек. Қолыңызда болмаса маған 80 мыңға мына бермейсіз ғой, алдын августте. Қазір келесіз 99 мың дейсіз. Енді келесіз де
ана трекерді бізге бер, мына ескіні саған 79.000 теңгеге сатты. Қалай сіз? Сіз сөзіңізді өзіңіз қайшы еле бересіз, қайта. Бір сөзге сіз дұрыс нақты жауап әлі 24 сөйтіп бердіңіз, қазір біз сөйтіп беріп тұрсақ. Ешқандай нақты біз қорытынды алдық па? Оны халықты бар ғой, үйретіп, бағаны көтере беруді қою керек. Бағаны көтермеу керек қой, мәке. Мына қазір Былай істейік онда. Жоқ, былай істейік онда. Жоқ, онда былай істейік, тұра тұрыңыз. Мұрат мырза, бұл президентіміз тапсырма беріп отыр ғой. Бағаны мен қазір осы Мақат ауданында азық-түлік бағасын тұрақтандыру комиссиясының мүшесімін. Біздер күнде осы дүкендерге шығып жүрік, дәрілерге шығып жүрік, аптекаларға. Президенттің тапсырмасын орындап отыр. Сіз орындамайсыз, бағаны көтеріп отырсыз. Көріп отырсыз ба? Мына айтып отыр ғой қазір дәлел. Сондықтан қазіргі мына әрекетіңіздің өзі дұрыс емес. Не үшін көтердіңіз ал? Бұл мысалға бұның көтерілуі бағаны еттің бағасына да влиять етеді мысалға. Турасын айтқанда. Мысалға шаруагерлер алады да еттің бағасын қымбаттатады. Трек, манағы навигация бәрі қымбатсып жатыр деп ал. Бәрін қосып жібереді халық. Ал етті неге қымбаттатады сонда? Жоқ, мен мисалға айтып жатырмын, мисалға. Жоқ, енді айтайын. Мен де соны жай сұрап отырған жоқпын ғой. Мен де жай сұрап отырған жоқпын ғой. Мысалға айтайын енді. Ол әр нәрсенің өзінің бағасын құрайтын нәрселер болады. Соны есептейміз деп отырмын мен. Қалай есептеледі? Соның есебімен шығарамыз сосын. Ол әр нәрсе просто аспаннан алатын зат жоқ қой. Сіз де жаңа айтып отырсыз, бағаның еттің бағасы қойғанның өзін есептеп шығарасыз. Бұны да есептеп, себебі бұл жерде деген тек қана Қазақстанның несі емес, бұл байланыс основаны американский болғаннан кейін біздер зависиміз. Егер Қазақстанның өзі Казсат бізге берсе, Казсаттың бағасымен істеп береміз. Казсатпен сөйлесіп көреміз бізде, бірақ олардың мүмкіндігі жоқ сияқты бұндай. Мәке, сіз мынаны өзіңіз баға сөзіңізге қайшы келеді деп тұрған әңгімем осы ғой. Сіз үйденіңіз ғой, мынау Америка дедіңіз да? Мынаны наматты біз өзіміз шығарып, өзіміз істеп жатырмыз. Ал енді қараңыз, енді қараңыз. Енді бұл жөнінде түсіндіріп өтейін сізге. Бұны қалай шығаратынын. Бұған диодтар керек, резисторлар керек бұған. Бұған платы керек. Енді айтайын, біздің Қазақстанда не шығады ол? Ештеңе шықпайды ғой. Кішкентай мынадай резистордың өзін шетелден алып келесіз. Пластмассы да бізде шықпайды, шығады. Енді 26-ға біздің батайық салып отырайық. Жоқ, күлі түстеңіз жоқ, бір жыл төледік қосым, сигнал береді. 26-ны 5 бат қой болды сигнал. Бір күн көлем ба, 2 күнде көлем ба? Ал құрметті жиынға қатысушылар, бұл жерде кішкене жиын созылып кеткен сияқты. Енді барлықтарының ұсыныс пікірлеріңіз ескеріліп жатыр. Қазір Мұрат мырзаның өзі айтып отыр ғой, мен қазір есептеймін, не істеймін деп. Бұл жерде хаттама жасақталып отыр. Хаттамаға сұрақ қойық. Содан кейін ары қарай әрекетке көшсек. Әйтпесе бұл жерде бір сұрақ қайта. Бұл жерде рахмет барлықтарыңызға, шаруагерлер келіп ұсыныс пікірлеріңізді айтып. Уақытты қойғанда кім? Берік мырза, уақытты қойғанда бір апта көп созбайық, бұл кісі есептеймін деп тұр ғой. Ешкіммен ақылдаспайды, өзі есептеймін деп. Бір аптада жігіттердің шаруасын шешуге жұмыстаныңыз енді, ұят бар. Сіз сөйтіп хаттамаға солай енгізіңіз. Енді оны былай ғой, біздер хат жазамыз. Тұра тұрыңыз, қалай болатын? Осы кезге дейін біздер. Тыңдаңыз. Енді мен айтайын, бұл процесс қалай болатын? Бұл мысалға глобалстарға хат жазамыз біздер. Глобалстар өздерінің ішінде жиналыс өткізеді. Осы мәселені көтереді. Сосын өздері жаңағыдай өздері шешімге келеді. Сосын біздерге шешімдерін жеткізеді. Ол біздің Қазақстан емес, оларда да бюрократ толып тұр, шын айту керек. Ол бір күнде ала алмайсың. Біз өткенде мысалға қанша уақытта мен нені жасай алдым? Скидканы. 2 ай кетті ма жасауға? 2 ай кетті ғой. Көрдіңіз ба? Ол мен мысалға қазір тариф бойынша сөйлесуге минимум 2 ай кетеді. Біз хат жазамыз. Олар пока шешкенше өздерін. Ол үлкен корпорация ғой Американың. Ол біздің мысалға қарау үшін, біздің қарау үшін. Сондай уақыттарын жібереді. Олар жиналыс өткізеді өздері. 2 ай деп қосып қойыңыз, 2 айдың ішінде жауабын береміз. Енді мен қорытындыға былай айтайық, жігіттер. Мен айтайын, если нетпей әлде айтам дегендер бар ма? Қорытындыға былай болсын. Біздің жыл жарым бойы төленген ақшамыз орнына ақшасын берсін, сигналды орнына қойсын. Қайтадан сигнал керек қойын, біз сигнал хаттамаға енгізейік осыны. Хаттамаға енгізіңіз, осыны. Біздің талабымыз бірінші. Екінші талабымыз
банағы ескі трекерімізді кері алсын, жаңасын берсін 50%-бен, тарифін 50%-бен қойсын. Ай сайын төлемін. Осыған біздер тоқталамыз, ал олай болмаса енді өзіңіз қарайсыз енді. Енді менде енді хаттама қосуға болатын болады. Болады ғой. Хатқа жаңа енді сұрағын айттық қой, 2 айдың шамасында жауаптар келеді. Ол 2 айға келісіп отырсыздар ма, шаруагерлер? Америкада самолетпен ұшып барып, сразу сөйлесіп қайтып келмеске неге? Өзіңіз затқа алып отырсыз Америкада. Ол былай ғой, ол деген барып нететін нәрсе емес қой, ол деген. Ол хат өйтіп барғандан гөрі қазір хат салып жүрсе, сол ойды алады да хатты. Ақпанның бір ортасына қойық, онда ақпан айының ортасына уже. Қазақстан спутнигі біздерге ондай қызмет көрсетпейді ғой. Жаздық қой. Жаздық, Қазақстан спутнигі ондай қызмет көрсетпейді. Ақпанның 15-іне дейін қойық, онда сұрақты. Ары қарай өздеріңіз басқа шарасын аласыздар ғой. Ал жиынды аяқтасыздар. Рахмет баршаңызға. Мен тұра тұрыңыз, бір неті айтып тастайын енді. Сосын жаңағы неге де айтыңыз енді, мына не жөнінде халыққа жеткізіп айтылды деп жаңағы қазіргі болып тұрған GPS сигналдың дүниежүзі бойынша осы мойындалған нәрсе ғой. Соның жаңағы осы жерде бөгеліп тұрғаны. Оның бәрі енді әлеуметтік желіге қазір жүктеледі ғой. Бұл жерде енді Ғазиз мырзаның өзі тікелей эфирде отыр қазір. Бұның барлығы халыққа, шаруагерлердің барлығы құлақтар болады деп ойлаймын. Берік мырза, енді сіз төраға ретінде бірлесе жұмыс жасауымыз керек қой, ары қарай. Шаруагерлерге хаттамаларың деп сыртсау жоқ ондай. Бірлесе. Әрине, ауыл шаруашылығы болғасын біздер енді. Қолымыздан келгенше. Себебі мына жерде қазір мынаны ескеру керек. Мәке, мен оны әлі айтқан жоқпын. Мына жерде халық алданып отыр, шын айтқанда. Бұл мен неге айтып отырмын, насырға шауып кетпесін деп. Сондықтан пока бейбіт тұрғанда шешіп тастайық мәселені. Мен ар жағын айтпай-ақ қойын. Бұл жерде алданып отыр дегенге мен келісе алмаймын. Себебі деген біріншіден халық жағдайды тыңдаңыз, Мәке, тыңдаңыз, жаңа айтты ғой жігіттер. Біздер келістік алғанда деп. Сигнал болып тұрады деп. Енді мына көрші мемлекеттердегі мәселелер халықты ұрмайды ғой оларға. Сигнал қоям дедіңіз ба, қою керек мына. Водовоз су әкеліп берем деді ма, су әкеліп беру керек. Сонда енді жалпы ол мәселені қозғамай қояйық, жалпы мәселені шешіп беріңіз, өтініш сізден. Скидка жағын қарастырайық. Мен айтып отырмын, скидка жағын сөйлесіп, қарастырамын деп отырмын. Ал жаңағы орнына жаңағы сигналды, жоқ сигналды әкеліп беремін деп айта алмаймын. Ертең онда да қазір тағы да айтып өтейін. Мысалға, скидка берген жағдайда да ертеңгі күнде ол сигнал тура осындай болады, соғыс бітпейінше. Сондықтан мен сіздерге айтайын. Оның ертеңгі күнде мына скидка бердің, одан кейін тағы да сигналды әкеліп бер деп біз ақша төлеп отырмыз деген талап болады ғой сіздерде, солай ма? Онда айтып отырмын, онда қосылмаған дұрыс трекерді. Ол намат жақсы. Жоқ, оны наматты 50% беретін, мен қазір ойлап отырмын, қалай оны істеуге болады деп. Онда мысалға наматтың өзінің бағасын айлық төлемі бар емес пе? Соны мысалға 1 жылға төлеген уақытта оны түсіруге болады бағасын. Себебі ол кезде қалай жұмыс жасалады? Ол кезде ана айлық төлемнің есебінен ананың бір бөлік бағасы жабылады. Көрдіңіздер ме? Жоқ, бір ғана сұрақ. Сонда 1 жылға төлеп тастайсыздар. Бір ғана сұрақ. Біздер бәріміз, енді біздер күніне 4 сигнал қылдық, енді қазір сонда 2 сигнал қылдық, қазір екеуіне жоқ, 2 айда 3 айда бір келеді, енді міне сендер деген бала бәрін тек қана сигнал келген күнге төлейтін қылса. Ол біз оны сөйлесіп көрдік қой. Тек қана сигналға, каждый адамда мысалы күнде мысалы бір айға бір рет келді ме, сол тек сигнал келген күнге төлейді. Мен бұны қазір сөйлесіп жатырмын. Именно осы мәселе бойынша сөйлесіп жатырмын. Егер мүмкін болатын болса, бұны іске кіргіземіз. Мысалы сол ғой енді, именно барлық айырмасын, барлық нені айырмасын, барлық қосылып тұрсын, бірақ
мысалы айына бір рет келді ме сол бір сигналға төлейтін қылып, иә, мысалы. Вот сонда бұныңыз өте дұрыс нәрсе. Иә, ол кезде мен айтуын, ол кезде біз ол сұрақ былтырдан бастап нетілді, мен әлі сөйлесіп жатырмын. Жоқ, бір мында сигнал қазір неткенде, мысалы бір сигнал күніне бір сигнал дейік, иә, мысалы күніне мысалы сол еще мысалы қанша шаруашылық бар, тек келген сигналға берсін. Құттай бұрынғы неден қымбаттау болсын, бірақ келген сигналға берсін, болды. Қалғаны мысалы бірақ бұл жерде мәселе былай болып тұр да, мен сізге түсіндіріп өтейін, бұның өткен жол неге тоқтатып тастағанымызды. Ана тек мысалға айына бір сигнал болса, бір сигналға төлеп, немесе келмесе төлемейтін қылып істейді дедік қой. Ол кезде ана Американың берген жауабы былай болды. Жақсы дейді, бірақ бәрібір дейді, сен ана каналды арендовать етіп ұстап тұру үшін определенный ақша төлеуің керек дейді. Оны төлеп қоясың каналға дейді. Содан кейін барып сигналға бөлек төлей бастайсың дейді. Тарифы дейді, иә. Жоқ. Ол мысалы оған енді менің қолымдағы емес қой, связь жоқ менде ондай. Жоқ. Енді сен сол аппаратты алып тұрсың, иә, халыққа сенімге кіріп тұрсың, иә, халыққа уәде бердің, осылай мен неткенде жасатамын, өйтемін. Сен мысалы бізде халыққа керегі сигнал. Дұрыс. Иә. Қалған проблема бәрін өзің шешуің керек. Өзің шешуің керек. Оны қалай нетеді, ананы қымбатсыздама, нені қымбатсыздама, оның бәрі өзің шешуің керек. Халық тек қана келген сигналға беру керек, болды. Ақшаны тәртіпке соны шешіп беру керек. Халық тек қана келген сигналға төлеу керек ақшаны. Ал құрметті шаруалар қорытындыласын, төраға. Ал жақсы, тағы да бүгінгі жиынға қатысушылар, шаруагерлер, кәсіпкерлер бар арамызда, спикерлер. Енді біраз мәселе көтерілді. Енді сіздерге хаттама бойынша Мұрат мырза жауап береді деп ойлаймыз. Енді аудан бойынша барлығымызға ішіне кіреміз ғой біздерде. Ал барлықтарыңызға рахмет. Мұрат мырза, мына жерде Бақтияр мырза, сіздерге көп рахмет. Уақыттарыңызды бөліп осы халықтың көкейінде жүрген сауалдарына жауап бергендеріңізге. Рахмет баршаңызға. Қазір осындай кездесуге алып келіп жатыр. Енді түбінде бір шешімге келеді деп ойлаймын. Мұрат мырза да сіздермен тікелей байланыста болса, қайта бүйтіп жинала беруде оңай болмас. Сіздерге де, оған да тікелей байланыста болсаңыздар. Мен тек осы себепті пайдаланып, өздеріңізбен осы жерде танысып, енді мал мен шаруамен айналысқаннан кейін кәсіппен, бұл сіздердің бастарыңыздағы бір проблема емес қой. Проблема да жетіп жатқан шығар. Сол алдағы уақытта мәселе болатын болса, басқа да біздің қолымыздан келетін, біз шешетін, немесе басқа мына құзырлы уәкілетті органдар өздерінің міндеттерін тиісті меңгереді, сондай себептер болатын болса, есігіміз ашық, қай уақытта болса да. Себебі енді сіздер кәсіпкер болғаннан кейін осы ауданның, осы облыстың әрі қарай жаңа өркендеуіне үлес қосып жатсыздар. Біз сіздерді қолдау, көмектесу міндетіміз. Тек соны осы пайдаланып сіздермен келіп, танысып, көздесіп, көрісіп кетейін деген ой, ары қарай енді жақынырақ араласайық, мәселелер болса шешейік. Мысалы сіз өзіңізбен байланысқа түсінемін, сіз бастаңыз осы айда, соны сізбен байланысқа түсейік. Мына жұмекеңмен байланысқа. Мен кеше алдыңғы сөйлестік екеуміз. Сосын мына прокуратурамен де ролмен де сөйлескен, сосын маған соқты, менімен сөйлесті. Сосын мен айттым, мен сразу айттым, мен маман емеспін, дұрыс па? Маман емеспін ғой. Ешкім маман емес. Өзіңіз келіңізді түсіндірдіңіз. Міне, рахмет айтамыз Мұратқа. Келіп осы. Осы ана 5 күн қаны бар. Рахмет, осы қызыл болған жігітек. Жақсылықпен көріскен жақсы ғой, бәрі жақсы шешіліп кетсе жақсы ғой. Бір-бірімізге ешқандай еркін мұқтар шешілген жақсы ғой. Ешкім ештеме деп жатқан жоқ. Оның тек жұмысына ғана басқа не дейміз біз оған?
сен өзің личный өзің біз ештеме қандай кінә қылып жатқанбыз ештеме тек жұмыс біз сіздермен қараша мына жігіттер барады біз чайда қандай заманауи жігіттер біз біреуге қиянат ойлап или бірдеме істеп жатқан ешкім жоқ ондай мен өзінің личный өзіне ештеме дей алмаймын ондай қалып қоймас талапқа басында 4 мың теңге болды, басында 3 мың теңге, 5 мың болды, 6 мың болды, 10 мың болды. Сосын ол жақсы халық алады, мысалы бір адам алады, оның гарантия жоқ, бір айдан кейін отырып барып, үй келгеннен кейін жасамай қалады. Соны бір адам сату керек қой, мысалы. Бір минут тұра тұрыңыз, айтайын. Солай ғой енді қызық. Бұл бұрын мысалға алады да батарея келеді ғой. Америкадан келгенде мысалға складтан Европадан тиетін болса, сол мысалға тікелей Ресей арқылы Беларусьқа тез жетіп келетін. Ол қазір Ресей мен Беларусь жоқ. Казино мына Түркиямен ана жақпен айналып келеді, мына жақпен Каспиймен айналып келеді. жоқ келсін оған іште ол бір енді бір адам сататын болсыншы өзің міне әр регионнан мысалға Мен алаяқ. қазір бәрі алдайды әлде зарядтар сата ма білмеймін жоқ зарядтар сататын сияқты соған қарағанда Сол ғой, официально дилер керек. қарашы бұрын дейтін бұрын не ол былай болды тұрады да шектер ол бұрын былай упакованный болды қазір олай емес қой салатаның ішінде пакетте бұрын басқа ол олай болған жоқ упакованный кәдімгі әдемі ысқи болды екіншіден қазір налог бәрі көтеріп кетті ғой, сондықтан ол мысалға склад кіреді ғой, кіргенде уже соның уже ақша жолын уже бұрын мысалға допустим бұрын мысалға $1 келетін болса, қазір жолының өзі 2 есе өсіп кетті мысалы. енді мына мен сізге ұсынысым кім жеке қазір осы периодта қоспай ақ қойыңыз өз бағасына берсеңіз жігіттер риза болады ғой. Енді менің қолымда тұрған жоқ қой. Сіз ойлап көріңізші, мысалға сіз өзіңіз телефонды сатып алғанда да оның минимум бағасы бар ғой, оның минимальный бағасы. Сол сияқты. келген бағасы. Жоқ, мен итақта мен ол жерде деген мүмкіндік болса жасап жатырмын. Әлі де жасаймыз. Мынау енді 4 айда 5 ай болған жоқ. Мынау өсіп кетті ғой 20 мыңға. Сол ғой мен әңгімем. Российский заправка, российский заправка. Бірінші жол базар керек жоқ, қалаға айналмады. Андан саған 2 ай 17 пункт алған. Рахмет, сау болыңыздар. Жақсы, давайте.